Қайырлы таң, қазақ елі. Хабар арнасының тікелей эфирінде таңғы хабар бағдарламасы басталды. Есенсіздер ме, амансыздар ма? Қайырлы таң, хабар арнасының көрермендері. Әдеттегідей эфирдің тізгінін ұстайтын менің әріптесім Асхат Асқарұлы. Және менің сұлу да сымбатты тележүргізуші, актриса, әнші әріптесім Айнұр Бабаева. Алдағы 3 сағатта сіздерге керемет көңіл күй сыйлауға дайынбыз. Ендеше бізбен бірге болыңыздар, бізбен уақыт көңілді. Қайырлы таң тағы да. Ал Айнұр, жағас, бастайық бағдарламамызды. Бүгін бір қандай тақырып алса екен? Бүгін бір күшті тақырып алайықшы. Бүгінгі тақырып ерекше болсын, бүгінгі тақырып ерекше болсын. Өзің де бір ерекше болып отыр екенсің бүгін. Сондықтан барлығы ерекше болсын. Ал құрметті көрермендер, таңғы хабар бағдарламасы басталды. Бүгін күнтізбеде тамыз айының 20-31 кеп қалды дейсің ғой. Бүгін күнтізбеде тамыз айының 31-ші жылдызы, яғни жаз мезгілінің соңғы күні. Қалай жалпы жазды қорытындылайықшы, Айнұр? Жаз мезгіліне ешқандай өкпе-ренішің жоқ шығар. Барлығы жақсы ғой. Демалып үлгердің, солай ма? Демалып үлгердім, жаз басталғанда бір тақырып болып еді ғой, демалысыңды қайда өткізесің? Мен шетелге барам деп, өзінше болып сен ауыл деп сөйтіп, ауылда өтті менің демалысым, шетелге бармадым. Айттым ғой, шетелге бармайды, ауылға барады деп. Құрметті көрермен, сіздерде солай демалыс күндеріңізді, жаз мезгілін жақсы өткіздіңіздер деп ойлаймыз. Келесі жазға 4 көзіміз түгел аман-есен жетейік, жазды осымен қорытындылайық. Енді бүгінгі тақырып, жалпы сен өзің ән айтқанды ұнатасың ғой, Ән айтқанды? Енді ән айтқанды әудемейтін қазақ жоқ, ән айтқанды барлық адам ұнатады, барлық адам жақсы көреді. Ұнатамын мен де. Кейде әудеп қоятымыз бар. Әу дегенде де жақсы әу дейді екенсің. Даусың жақсы екен, байқалымшы. Сен де ән айтасың. Жалпы не, бұны жайша сұрадың ба? Маған да, мен де енді ән айтатын өнерім бар аздап. Өкінішке орай аспапта ойнай алмаймын. Аспапта ойнасам, тіпті одан да бетер тамаша, керемет болушы еді. Бірақ әннің өзімен-ақ, кәдімгідей, қалай ол, терапия ғой. Кей адамдар, мысалға, домбыра тартқанда ішкі бір мұңын, уайымын, сол әуен арқылы шығарады, толғанып. Ал мен Құдай берген даусым бар, сол даусым арқылы мен де кәдімгідей ән айтқанда жеңілдеп, бір сілкініп қалатыным бар. Жағы үй жұмыстарын жасап жүргенде де бірыңғай ән айтып жүреміз. Ол міндет түрде ғой, ас үйде. Енді жалпы ән деп жасың ғой, бағында бір ән айтасың ба дейді. Маған мысалға өзіме бірандай баяу, сондай әндер ұнайды негізі. Енді әр адам әртүрлі ғой, мысалға. Біреулер тек андай көңіл күйім түсіп кетеді дейді дағыны, тек сондай баяу көңіл әндер тыңдайды. Біреулер андай бір жүрекке жақын, бір баяу, лирикалық әндерді жақсы көреді. Мен лирикалық әндерді жақсы көремін негізі. Енді Абай атамыздың өзі айтқан ғой, құлақтан кіріп бойдалар, әсем ән мен тәтті күй, көңілге түрлі ой салар, әнді сүйсең менше сүй деп. Бүгінгі тақырыпты әнге арнайық, біздің көрермендеріміз әнді қаншалықты сүйді екен, соны білейік. Қымбатты көрермендер, бүгінгі тақырыбымыз лирикалық әндерге арналады. Бүгінгі бағдарлама өте ерекше болайын деп тұр. Әдеттегіден, сондықтан да арнамыздан еш алыстамаңыздар. Оған сіздің құқыңыз жоқ, себебі бүгін кішігірім кәдімгідей концерт болмақшы бүгінгі бағдарламамыз. Арнамызға жаңадан қосылған көрермен, ассалаумағалейкум, хабар арнасының тікелей эфирінде таңғы хабар бағдарламасы ары қарай жалғасады. Тек қана хабар арнасының тікелей эфирінде ғана емес, әлеуметтік желіде Instagram парақшамыз таңғы төменгі сызықша хабар Instagram парақшасында тікелей эфирде отырғанымыз естеріңізге саламыз, құрметті көрермендер. Хабарласқан көрерменіміз бар екен. Қайырлы таң, ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум, Аллах шүрті. Ассалаумағалейкум, ата. Қалдарыңыз қалай, жақсы ма, үйштеріңіз аман ба? Жақсы, ата, өзіңіз қалайсыз? Ауа райы бұлтты ма? Күн салқындап жатыр кішкене. Мына соңғы тамыздың таң салқын деген? Мына ертеңнен бастап енді Қазақстан президентінің жолдауы болайын деп жатыр. Оқу басталайын деп жатыр, енді ертең жаңалыққа толы ғой енді. Бүгінгі күндеріңізде сәттілік тілеймін енді. Рахмет. Әннің алдында кішкентай ғана бір жаман бір бауыр мінім бар еді, соны бір
55 жасқа туған күнің үшін бір ауыз құттықтап жіберсем деген бір өтінішім бар еді. Рұқсат болса. Жақсы. Мына Жамбыл облысы Мойынқұм ауданы Мойынқұм ауылының тұрғыны Сауранбек Қайрат Дәнебекұлын бүгінгі 55 жасқа толған туған күнімен шын жүректен құттықтаймын енді. Ағай туыстарына, бауырларына, достарына зор денсаулық, бақыт өмір, жақсылық тілеймін. Балалары бала шағасының қызығын көрсін, немере шөберелерінің қызығын көріп, ұзақ өмір сүре берсін деген тілегімді білдіргім келеді енді. Туған күні құтты болсын. Күн тәртібіндегі күн сауалына келетін болсақ, енді ән туралы болайын деп тұр ғой деймін енді. Иә. Лирикалық әндер. Дәл өзіңіз қарайтын бағдарлама ғой, ата. Білемін ғой, танимын ғой. Сіздің әнді қалай жақсы көретініңізді біз білеміз енді. Өзіңмен арыстым, ойында таныстым, жайнаған гүлдей құрбым сен, жағада тұрдым сен. Жаз еді күлкіңде, қайдасың бұл күнде, сен іздеп арманым, сыр бойын шарладым. Сен іздеп арманым, шу бойын шарладым. Алдыңда бір бақыт, тұрғандай тіл қатып, толқынға қарап ойлана, әндеттім жай ғана. Жаз еді күлкіңде, қайдасың бұл күнде, сен іздеп арманым, сыр бойын шарладым. Сен іздеп арманым, шу бойын шарладым. Көзімнің қарасы, көңілімнің санасы бітпейді. Атамыздың репертуарында ән көп қой. Ғашықтық жарасы бітпейді, іштегі ғашықтық жарасы. Ой, тамаша, бәрекелді ата. Рахмет. Рахмет ата, рахмет, күніңіз сәтті өтсін. Біздің ең белсенді көрерменіміз. Күніңіз сәтті өтсін. Таң азанымен бізге де тілек айтып жатыр, туған күн иесін де құттықтап жатыр. Туған күн иесін біз де шын жүректен құттықтаймыз. Таңғы хабар ұжымының атынан өмір жасыңыз ұзақ болсын. Таң аялы аспан, кең құшағын ашқан, таң ақынның жыры, махаббат дастан. Таң атады күліп, түн пердесін түріп, таң аяулы арман, үзілмес үміт. Деп жалғастыра берейін бе? Енді көр алмайды енді осылай. Бір ән шырқайын десең істеді ғой. Ән жақсы екен. Ал көрермендер сіздерге ұнады ма менің әнім? Жазыңыздар. Айнұрдың дауысы өте керемет. Байқадыңыздар ма? Негізі Айнұр әнші ғой. Айнұр негізі сен неге көп ән айтпай кеттің осы? Енді қыз бала үшін әншілік жолы ондай оңай емес, мен саған айтайын. Жүргенов өнер академиясын бітірдің, ән айттың, топтан айттың. Енді әріптесіміз Ақбота Нұрда ән айтып жүрген, сен де ән айтпайсың ба? Бағдарламаның соңын қорытындылаған кезде. Өзіңді көрсетсе, көрсететін жер ғой осы жер. Айтсай? Басқа бір күні жарайды бағдарламаның соңында бір ән арнаймын сіз үшін. Бүгін әншілер көп қой дейсің ғой? Көрермендеріміз үшін. Бүгін онсыз да профессионалды әншілер келіп тұр. Қайрат біздің әріптестеріміздің дайындаған бейнематериалына мен риза болып отырмын. Өте керемет нәрселерді айтты да. Жалпы бүгінгі бағдарламаға сай лирикалық әндер туралы. Қайрат Нұртас бір ән клипінде 55 миллион қаралым жинапты. Сендер Ғайсхан екеуінің орындауында әндер қанша қаралым жинады? Енді 55 миллион емес, енді 54 миллион шығар. Ойба, қойшы. Сен 54 миллион болса... Енді Қайрат Нұртастың өнерде жүргені не қанша болды? Жоқ, қанша қаралым жинадыңдар, соны айтсай маған. Білмеймін, мен қарамадым. Енді ондай көп емес әрине. Жарайды. Тағы да әндер шығарасыңдар ма бірақ? Не болды сонша тиісіп, қорылдап әніме қанша қаралым деп әдейіке кетіп сұрап. Жоқ, мен кекетіп отқан жоқпын ешқандай. Ал сенің бірде-бір бейнебаяның жоқ ал. Мен әнші емеспін? Әншісің, кәдімгідей даусың бар. Әнші емеспін, ән жазылған жоқпын. Авторлық әнім жоқ қой менің.
Сенің тіпті авторлық әнің жоқ деп онда мен тағы тиесем. Құрметті көрермендер, жалпы бүгінгі біздің тақырыбымыз әнді сүйсең менше сүй, әзілің жарасса. Жалпы сіздерге негізі көрермендер лирикалық әндер жақын ба, әлде көңілді әндер? Айнұр, байқайсың ба, негізі бұрындары бізде лирикалық әндер көп болатын. Жалпы біздің қазақ негізі болмысымыз сондай. Бір андай жылаңқы әндерді тыңдаған жақсы көреміз, баяу әндерді тыңдаған жақсы көреміз. Сүйдім, махаббат, сондай әндерді тыңдаған жақсы көреміз. Осы кейін келді ой деймін, бертінде жағы негізі бізде тойда айтылатын әндер жоқ еді ғой, білесің ба? Көңілді әндердің өзі, тойда айтылатын тек қана біз анау өзбектің әндеріне, басқа ұлттың жағы, өзбек жағы, дәврәгәдүш соларға билейтінбіз баяғыда. Ал соңғы кездері жастарымыз түріктің, кәрістің әндеріне еліктеп жүр. Тек тойға жазады қазір әндерді деймін, мысалға. Бірақ енді сен жалпы өзің лирикалық әндерге жақынсың ба? Көңіл күймен байланысты. Мен кейде рок тыңдайтында көңіл күйде боламын. Қойш, рок тыңдайсың ба сен? Мен жалпы өз басым, әр адам әртүрлі, мен рок мүлдем тыңдай алмаймын. Классика арасында қазір соңғы бір адамның жасы келген сайын өзі классика тыңдаған жақсы көреді екен. Өзім үшін мен классика тыңдаған жақсы көрем. Жағындай лирикалық әндер тыңдаған жақсы көрем. Арасында енді көңілді көтеретін кішкене сондай әндер тыңдап қоямыз. Бірақ көп тыңдамаймын негізі. Бірақ лирикалық әндерге жаным жақын, лирикалық әндерге менің жүрегім жақын. Келесі сұрағыңыз. Жас кезде ғой, ол көбіне жалындап тұрған кезде тыңдайтын әндерің де сондай, драйвта бір жүретін. Біздің көрермендердің хатын оқымай қойыппын ғой мен. Хабарласқан көрерменіміз бар екен. Қоңырау қабылдайық. Қайырлы таң, сәлеметсіз бе? Ассалаумағалейкум, сіз тікелей эфирдесіз. Алло, саламатсыздар, таңдарық болсын. Сәлеметсіз бе? Қайырлы таң. Мен Алакөл ауданы Жыландалдан Ғалесімін. Мен мына әндер туралы айтып отырсыздар ғой. Енді қазіргі жастар ренжімесін. Бұрынғы композитор сияқтырды жоқ, Шапшы Қалдаяқов, Нұрғиса Күйенде, Кенеди Текеев, Бейне Кілбет жоқ, бәрібір әлі шырқалып келеді. 40 жыл болсын, 50 жыл болсын. Қазір жастар бір қайырмасы 14 қабат айтады, сонымен ән бітеді. Сөздері де ұмтылып қалады дейсіз ғой, мәні жоқ дейсіз бе? Бейне Кілбет бірнеше спектакль сияқты қояды. Көңіліңіз толмайды, яғни бүгінгі әндерге көңілім толмайды дейді. Енді оның себебі неде деп ойлайсыз? Енді оқу керек қой, мықты оқу керек. Оқу керек, композитор болсын, Шапшы Қалдаяқовтың фильмін көрсе, сонда көреді одар. Әншілерге қойылатын талап қаттырақ болу керек шығар, дұрыс айтасыз. Хабарласқаныңызға көп-көп рахмет. Пікіріңіз өте орынды. Күніңіз сәтті өтсін. Күніңіз сәтті өтсін, аман болыңыз. Бағдарламамыздар қарай жалғастырамыз. Тарс-тұрс еткен музыкадан көріп, балқып отырып тыңдаған ән жақсы ғой деп Дина Анартаевна жазып жатыр. Дина да мен сияқты лирикалық әндерге жаны жақын екен, әрине ұнайды дейді. Ән тыңдаған жақсы жанның тынышталып қалады дейді. Ары қарай кеттік, менің үшінші ұлым өзім сияқты ән тыңдағанды жақсы көреді дейді. Қайырлы таң, баршаңызға күндеріңіз сәтті өтсін, әрбір арайлап атқан таңымыз шуақтып, баршаңыз бай қуатты болыңыздар, отбасымыз аман болсын дейді. Айтқаныңыз келсін. Қайырлы таң, таңғы хабар ұжымы, жұмыстарыңызға сәттілік дейді. Бүгінгі бағдарламаның тақырыбын тағы да есімізге сала кетсеңіздер дейді. Әнді сүйсең менше сүй. Жалпы лирикалық әндерге бүгін ән деген әлемге саяхат жасап қайтамыз, құрметті көрермендер. Сондықтан жалпы сіздерге қандай әндер ұнайды? Біздің бағдарламамызға қоңырау шалып, ән айтып берсеңіздер де болады. Байланыс номеріміз 8-727 376 0008. Дәл осы номерге қоңырау шалыңыздар. Ән айтайық, ал хабарласыңыздар. WhatsApp-қа да бірнеше хат келіпті. Біздің тұрақты көрерменіміз Шаяхмет Құсайынұлы атамыз. Сіздердің істеріңізге сәттілік тілеймін дейді. Әннің де естісі бар, есері бар деп Абай атамыз айтқандай. Жақсы әнді естігенде басқа бір әлемді кешіп кеткендей боласың. Мысалы, Мейрамбек, Айгүл Иманбаева, Ақбота Керімбекова, Ернар Айдар, Мәдина Сәдуақасова, Рамазан Стамғазиев, тағы да сол секілді әншілерді үйіп тыңдаймын. Өкінішке орай, Жолбарыс Сейфуллин сияқты біраз әншілердің әндерінің сөзі ұйқаспайды дейді. Бір сөзді әнге келтіріп қайталай береді. Енді ол ән тезірек жатталып, елдің есінде қалу үшін ол сондай әдістің бірі. Жаңа апайымызды қоңырау шалған
көрерменіміз айтып жатыр ғой, қазіргі әндерге көңілім толмайды, сөздеріне көңілім толмайды. Енді жағын соңғы шығып жатқан сол әндер шығар, жағы опмай деген сияқты сол әндерге кішкене өзің наразылығын білдіріп жатқан шығар деп ойлаймын. Ол енді бір жағынан енді жастардың талғамына қарай ғой оның барлығы. Жастар Айнұр, ол жастардың ғана талғамы деп айта алмаймын. Үлкен кісілерге де ұнады ғой. Опмай. 79-дар қайда деген. Арасында сонда енді жеңіл әндер де болған дұрыс қой? Жоқ, енді жеңіл ән болғанда сол халықтың жаным жүрегімді жараладың деп қашанғы қиналып жүреміз. Арасында сондай жай билейтін көңілді әндер де болған дұрыс. Атамыздың хаты әлі аяқталмады. Негізі Шәмшінің, Біржанның, Ақан Серінің, Жаяу Мұсаның, Палуан Шолақтың, Кененнің әндері де, сөздері де қандай тамаша дейді. Сөзбен ән бірін-бірі толықтырып, алға сүйреп, әсем құралу керек. Бұл өз ойым, бұл пікіріме ешкім ренжімесін дейді. Дұрыс айтасыз, ата, иә? Пікіріңіз өте орынды. Ата, дұрыс айтасыз. Қайырлы таң. Тағы бір хат оқып жіберсе. Бейнебаян. Күндеріңіз сәттілікке толсын, Қордайдан Айгүл ханым дейді. Өз басым әуен тыңдағанда анша-мұнша ұнатпаймын дейді. Болсақ тағы жаңа таныс, жүрсек талғаш қайықта, ұшқыр қиял кетті алыс, бұйырмашы айыпқа. Ескегіңді берші маған, мен есейін сен еспе. Су күлгісі сыңғырлаған, сенің күлгің емес пе. Түф, міне, нағыз лирикалық әндерде болсын еді. Жоқ, негізі Айнұр сол кездегі қайықта болсын, жалпы сондай бір біздің Ақбайын тек. Шәмші атамыздың әндерінің өлең жолдарын оқысаң, кәдімгі бір поэзия қылып оқысаң да жарасады оларды мысалға. Ал қазіргі әндерді оқысы, қазіргі әндердің сөздерін кәдімгі поэзия оқи аласың ба сен мысалға? Енді білмеймін, барлығы бірдей емес шығар, енді арасында да бар шығар оқуға келетін. Мысалға жақ қайықта болсақ тағы жаңа таныс, жүрсек талғаш қайықта. Осы әдем басталады негізі. Ал анау қазірген шығып жатқан Мария Магдалена дегенді поэзия оқысаң, анау сөздерім поэзияға мүлдем келмейді. Оны Бекмұрат атамыз сияқты ғой, деп алдында бір өлең оқыды ғой. Мария солай оқисың. Магдалена, талайдың арман едің. Ай, чип, аха. Не бұл? Поэзияға келмейді, өлең шумақ, әдемі оқиын десе, оған келмейді. Сонда біздің ертең негізі әннің өміршеңдігі әнмен сөзіне де байланысты ғой негізі. Жақ көрдің ба? Қайықтан. Не деген ән әуезден әлі күнге дейін ұмытылмай келе жатыр, барлығы айтып жүр әлі күнге дейін деймін да, ұрпақтан ұрпаққа тарап келе жатыр. Мысалға мынау Мария Магдалена, деген ертең менің балдарым тыңдамайтын шығар. Сондай ән бары болған екен ғой. Уақыт көрсете жатар. Хабарласқан көрерменіміз бар екен. Қайырлы таң, тыңдап тұрмыз. Қоңыр қабылдай. Қайырлы таң. Саламатсыңдар. Сәлеметсіз бе? Қалайсыңдар? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Асқат пен Айнұр, қалай жағдайларың? Жақсы. Мынау мен ғой Гүлзар апайларың Түркістан облысы Төрткөл ауылынан. Бүгінгі нелерің, тақырыптарың өте жақсы, керемет. Рахмет. Бүгінгі күндеріңе сәттілік тілеймін. Бүгін 31-і, жаздың ең соңғы күні, биыл жаз айы өте жақсы керек деп ойлаймын. Бәріңе тек қана осындай жақсылық тілеймін. Күз басталды, бізге де жұмыс басталды, ертеңнен бастап жатыр. Мынау бүгінгі тақырыптардың шынымды айтсам, мен өте өзім әнге ешқандай жоқпын, бірақ өте жақсы көремін тыңдағанды. Қойып осы тыңдап жүреміз. Мынау әсіресе Нұрболат Абдуллиннің өлеңдері бар ғой. Бір керемет қой, анау вальс, тағы қандай бір тағыдай бір вальстың екі түрлі өлеңдері бар. Одан кейін мынау Музарттың өлеңдері өте керемет. Бір соны қойып, мынау кейде үй жинап жүріп, бірдеңе істеп жүріп осы
қойып қоямыз ше сол өлеңдерді. Ана қызыма телефоннан сол Музартты қой, сосын Ернар Айдар өте тамаша айтады ғой солар ше. Нұрболат Абдуллин, басқа әншілерде көп қой, бірақ онша жақсы көрмейміз. Осы әсіресе осы Музарт, Төреғали Төреәлінің де өлеңі өте тамаша. Сосын жаңағы ең жақсы өлеңдер Шамшы Қалдаяқ қой енді бізге. Біз енді уже жасымыз 50-ден асқасын, бұрын онша елемейтін еді. Қазір мына Шамшы Қалдаяқтың өлеңдерін шынымен өте жақсы көреміз. Оны да тыңдап, ана қайықта әндері. Жаңа азанмен ана кісі айтып кетті ғой астың жағасында. Сол өлеңдерді де шынымызды айтсақ өте жақсы көремін өзім. Мен просто өзімнің бүгінгі жақсы сүйетінімді айтып жатырмын, бірақ айта алмаймын да. Сол менің бүгінгі тақырыпқа қосарым. Сондай жақсы әндерді берсең керек екен осы жаңағы арнаған не. Гүлсара ханым. Ау. Мынау енді десе де әудемейтін қазақ жоқ, бір әннің қайырмасын кішкене орындап беріңізші. Ой, ондайға ешқандай даусым жоқ қой, анау жаңағы вальсті айтсаң да сонда. Айнұр Ақсақ. Даусыңыз сыңғырлап тұр ғой сіздің. Ой. Деңізді айта беріңіз. Болсақ та бұрыннан алыс, болайы жақыннан таныс, әуенге бір ырғалы бірге, ортада билейік вальс. Қорғызы секілді бейнең, отырсын көңілді биге. Ұмыт қалдым ғой. Міне. Бәрекелді. Жоқ, Гүлсара ханым. Иығыңда қолдарың сенің, қолыңда нәп-нәзік белің. Ұмыт қалдым, шынымды айтсам. Құдай. Жоқ, әдемі айттыңыз. Нұрболат Абдуллинмен дуэт айтсаңыз болады. Беріп жүрсеңдерші бір неге? Жаңағы бізге де арнап бір осы өлеңдерді беріп жүрсеңдерші. Гүлсара ханым, сіз өзіңізді олай түсірмеңіз. Икемім жоқ, ән айта алмаймын деп өте жақсы айтып жатсыз. Өзіңізге сәл сенім ғана жетіспейтін сияқты болды. Гүлсара ханым, аман болыңыз, күніңіз сәтті өтсін. Жақсылап бір ән жаздырып алыңыз, Құдай қаласа. Әрі қарай жалғастырамыз бағдарламамызды. Қонағымыз келген екен, қонағымызды қарсы алайық. Құрметті көрермендер, арнамыздан алыстамаңыздар. Қош келдіңіз, қайырлы таң. Қайырлы таң. Ұстазыңыз ба? Менің студентім. Жеке ұстазым. Бізге де ұстаздық еткен. Өнер қабырғасында. Жайғасыңыз. Біздің ұлдарымыз, қыздарымыз қандай тамаша міне. Құрметті көрермендер, студиямыздан Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткерім, белгілі әнші Дәлел Уәш ағамыз. Қайырлы таңға, қош келдіңіз. Қайырлы таң, қайырлы таң. Қалай күніңіз сәтті өтті ма? Сәтті басталайын деп жатыр ма? Міне, мұнандай хабармен басталып отса жақсы болады ғой міндетті түрде. Өздеріңізде, оқытып жатсыз ба, әлі шәкірт тәрбиелеп жатсыз ба? Әлі сол, міне. Сол академияда? Ертең сабақ бастаймыз. Қадымғы офлайн түрде болады сабақ, Кейбір топтар офлайн, кейбір топтар алыстан, онлайн. Енді вокал офлайн өтетін шығар? Сол бірінші курстарға әсіресе, соның кейін бітіретін 4-ші курс мемлекеттік емтихан тапсыратындарға сол онлайн, офлайн өтетін түрі бар. Ал енді қазір жас әншілер болсын, әншілердің шығарып жатқан әндеріне өзіңіз бір көңіліңіз тола ма негізі? Мынау әр заманның өзінің әншісі әні болады дейді ғой. Негізі кейбір жақсы әндер бар, өте тамаша әндер. Мен енді кейбірсінің авторын білем, кейбірінің авторын білмеймін. Мысалы, солардың кейбірін өзім жаттап айтып та жүрем. Жаңағы осы заманның, жастардың, жас композиторларын шығарған. Мысалы, анау жаңағы балалық сезімменен, бір көстім өзіңменен. Балағаш қандай тамаша жазылған. Өте тамаша. Соның анау Клараның айтатын әні мысалы. Қалай еді? Айымда сен, күнімде сен, жанымды тергейсің, күлімдесің,
Айымда сен, күнімде сен, сүймесем сені сәулем, дәл бұлай сағынба сен. Қандай тамаша? Ондай әндер бар, әрине. Кезінде Сәкен Қалымовтың, анау Бауыржан Торғараевтың әндері әлі күнге дейін ұмытылған жоқ. Анау Исраил Сапарбай ағаның сөзіне жазылған, телім ішінде тұр. Махаббат мәңгі ертегі, көңілдің күйін шертеді. Жанымдай сұлу, қазір ұмытып отырмын, бірден ауызға түспейді. Қандай тамаша ән. Ондай әндер жоқ емес, бар. Әрине. Ал енді мынау біздің жаңағы хабар барысында айтып атқан шәмші деп дауыстарын естіп атыр. Бұл кісілер енді шындығында да қазақтың ол бір алтын ғасыры болды ғой. Қазақтың өнерін әр саласын алғанда, өнерін болсын, киносы болсын, мынау театры болсын, одан да бөлек мынау жерді игеру, ауыл шаруашылығы болсын, жаңағы Қаныш Сәтбаев ағамыздың бүкіл дүниені аралап, қаншама байлық кендерінің көзін ашқан, ол енді алтын ғасыр, оны мойындау керек. Енді ол ұрланған әндерге өзге тілдің, басқа елдің әндерін ұрлап айтып жатыр ғой. Оған көзқарасыңыз қандай? Ұрланған немесе сұрап алған, рұқсатын алған. Ондай ұрланған әнді, мен енді ондайды білмейді екем. Біз енді мына классикалық жанрда қызмет еткеннен кейін, сол консерватория бітірдік, сол бағытта сабақ береміз. Ондайды көбінен кейде естіп қалып жатам, бірақ дәл басып айта алмайды екен. Кім қайдан ұрлап жатыр білмеймін. Ал бізде мынау мәңгілік қой, классика мәңгілік дейді. Миллиондаған, миллиардтаған адамдар айтатын романстар, ариялар, әндер. Онда бізде ондай әңгіме жоқ, ұрлау деген. Ағай, гитарамен келген екес, бір гитарамен бір... Гитарадан бұрын мен бір сұрақ қойыншы. Осы кейбір халық арасында адамдар айтып жатады, ой, не керек бар, сол әншілікті, немесе актерлікті оқу, ол туғаннан бойда талант болмаса, бәрібір ештеңе болмайды деп. Қаншалықты келсіз, оқу қажет пе, әлде Құдай берген талант болса, сонымен-ақ бағы жану әбден мүмкін бе? Оған енді мүлдем келіспеймін мен. Ол қалай оқусыз мамандық, оның өзінің бұрылыстары бар, өзінің жаңағы мағына терең дүниелері бар. Оны оқымасаң, бұл енді өнер деген жаңағы иінемен құдық қазғандай дейміз ғой. Оны міндетті түрде оқу керек. Оны енді қарағалық кейбіреулер ойлауы мүмкін сөйтіп. Ой, ол жаңағы оқудың, әнді оқудың керегі жоқ. Біздің ауылда ғана бәлем баянадан мықты айтады деген сияқты. Бухгалтердікті оқи бер, әніңді былай да айтасың деген сияқты. Ол өте мүлде қате пікір. Ол оқусыз болмайды. Міндетті түрде оқу керек. Бұл енді өнердің де өзінің заңдылықтары бар, өзінің қаншама ғасырлардан бері келе жатқан жолы бар, жаңағы сондықтан міндетті түрде оқусыз болмайды. Ән айтудан бөлек өзін-өзі ұстауы, этика, дисциплина деген тәрбие барлығын үйренеді. Сахнаға қалай шығу керек, қалай өзін ұстау керек, қалай киіну керек, оның көп қойын айта берсең дүниелері. Енді гитарамен бір шәмшінің әндерінен, бір отырыста бір отырған кезде бір әдемі әндер айтасыздар ғой, соны бір орындап бересіз ба? Көремендерге. Енді мен мынау шәмші емес, мынау қазақтың классик композитор Сыдық Мұхамеджановтың «Есімде» деген әні бар. Өлеңін жазған Қуандық Шаңғытбаев. Жалпы бұл әннің өзі әуені негізі романсқа жақын. Соны айтып берейін. Бірақ таң атпай ән айту да қиын негізі. Солай ма? Сіне білген адамға. Алматының бозғылт тұман түнінде көп тұрып ек жасыл терек төбінде
сүйемін де асылып ең мойныма қайда қайда сол береді сол күнде қайда қалқам қайда қайда сол уақыт болған ем ғой тапқандай бір мол бақыт маңдайыңда сүйіп сәулем төсіме кетіп ең ғой кеудеме күн орнатып қайда жаным қайда қайда сол бір кез қайда таныс мөлдіреген қара көз теректе жоқ сенде жоқсың бұл күнде есімде тек сүйем деген жалғыз сөз теректе жоқ сенде жоқсың бұл күнде есімде тек сүйем деген жалғыз сөз есімде тек сүйем деген жалғыз не деген Сыдық Мұхамеджан есті ән керемет ән бәрібір сол жанымыз лирикаға жақын болып тұрады негізі лирика деген бұл қазақтың халық әні болсын қазақ композиторларының әні болсын басым көпшілігі лирикалық тұрғыда келеді лирика деген енді бұл адамның бір жан толғанысын сезімін білдіретін жалпы мына лирикалық өлеңдердің өмірге келуі соның жауынгері бұл ақындар ғой ақындар лирикалық өлең жазғанда сол өзінің басынан өткен бір оқиғаны өзінің жүрек қалауын сезімін толғанысын сол арқылы береді де ал сол арқылы ол бір бүкіл ортаның бір халықтың жаңағы мұң мұқтажын береді бұл лирикалық әндердің сондықтан мынау көп жасайтын сондықтан шығар лирикалық шығармалардың бұл ұзақ ғұмырлы болатыны деп мен өзім ойлаймын енді аға естіп жатырмын жақында мерейтойыңыз болыпты енді қанша жасқа келгеніңізді естіп мен таң қалып отырмын рас па қойш деп өз өзіме таң қалып отырмын жақында дегені біраз жыл өтіп кетті әрине мерейтой деген енді ол да бір адамның әсіресе өнер адамның сол бір халықтың алдында бір есеп беруі ғой ал сондай бір үлкен бір той болмады дегенмен енді сол карантин кедергі болған шығар кеше өткіздік карантин болып жатыр оның үстіне мынау індет деген қазір көп дүниені аяққа тұсау салып тұр ғой көп жаңағы кештерге шығармашылық бұрынғыдай жүріп тұру бәрі шектелгеннен кейін әрине осы індеттен аман есен өтсек екен осының беті қайтып бұрынғы жайма шуақ заманымызға оралсақ алла нәсіп етсе соған тілекшімін айтқаныңыз келсін рахмет ай мен құлағымда істемей отыр ары қарай не екенін білмей отырмын ары қарай болды ма иә ал рахмет сіздерге сәттілік тілеймін қазақтың өнерін мына бүгінгі тақырыптарыңыз өте тамаша екен қазақтың бұл лирикалық өнері лирикалық жаңағы өлеңі әні
сондықтан істеріңізге сәттілік тілеймін, күндеріңіз сәтті өтсін. Иә, ағай, өзіңізді көргеніме өте қуанып отырмын. Сізді енді академиядан түлеп шыққалы біраз жыл болды. 10 жылдай болды ғой, сіздерді көрмегелі. Бүкіл ұжымға сәлем айтыңыз, ұстаздарымызға сағынамыз барлықтарыңызды. Алтын уақытыңызды бөліп, бағдарламамызға келгеніңізге үлкен алғыс білдіреміз. Өте тамаша орындау болды. Қашанда сіздің әндеріңізді сүйіп тыңдаймыз. Шығармашылық табыстар тілейміз, ұзақ ғұмыр тілейміз, мықты денсаулық тілейміз. Рахмет. Аман болыңыз. Өздеріңізге де жақсылық болсын, сәттілік болсын. Иә, қымбат көрермен, арнамыздан алыстамаңыздар. Дәл қазір назарларыңыз экранда болсын. Әріптестеріміздің дайындаған бейне материал бар екен, соны бірге тамашалайық. Қайырлы таң, таңғы хабардың тұрақты көрермендері. Инстаграм жаңалықтары сіздермен қайта қауышты. Ендеше Инстаграм әлемінде қызу талқыға түскен жаңалықтармен бөлісемін. Тойда заманауи әнге билеген әже ел қолдауына бірден ие болды. Әңгімемізді видеодан кейін жалғастырамыз. Назар аударыңыз. Желіде әжені қолдағандар көп болды. Алайда, мына ата ешкімнен қалмаймын деп жан таласа жастармен билеуде. Заманауи әнге билеген әжені көрген халық Инстаграм желісінде өте көп пікір жазды. Шоу-бизнес жаңалықтары елесінде болса, осыдан бірнеше күн бұрын қалың ел әнші Динара Қырықбаева Арман Жұмагелдиев пен көңіл қосып жүр деген қауесет таратқан болатын. Алайда әнші Динара дәл осы жел сөзге жауап берді. Өнерпаздың айтуынша ешқандай көңіл сезім деген жоқ. Ол Арманды аға ретінде қатты сыйлап әрі бағалайтынын жазып Инстаграмда ағынан жарылды. Әншіні желіде оған бола уайымдаудың керегі жоқ. Не үшін біздің қоғам суретке түскен адамды көрсе басқаша ойлап тұрады. Мүмкін жақсы араласатын шығар деген пікірлер де болды. Тараз маңындағы жарылыстан қаза тапқан полковник Мержан Айманов туралы Инстаграмға пост жазған әнші Бүркөт ел жүрегін елжіретті. 10 жыл бірге оқыған досынан айырылған әнші мектеп кезіндегі қызықтарын жазып, полковниктің жақындарына көңіл айтты. Әншінің Инстаграмына халық жылы сөздер жазып, қолдау білдірді. Бүгінге айтар жаңалықтарымыз осы. Тағы да көптеген жаңалықтан ада қалмау үшін таңғы хабар бағдарламасын көріңіздер. Келесі жаңалықтардан қапы қалма. Айнұр, негізі жалпы бүгін енді тақырыбымыз лирикалық әндер ғой, негізі әнді сүйсең менше сүй деп жатырмыз. Абайдың әндерінен, Абай атамыздың әндерінен бір ән орындап берейікші біздің көрермендерімізге. Желсіз түнде жарғай. Алмас, сүймелдейсіз ба? Желсіз түнде жарғай, сәулесі суда дірілде, ауылдың жаны терең сай, тасыған өзен көрілде, ауылдың жаны терең сай, тасыған өзен көрілде. Негізі Айнұр, біле білсең, мен Жүргенов өнер академиясына оқуға осы әнді айтып түскем негізі. Енді біз жақта жалпы академияда эстрадалық айтпайды ғой, енді академический айту керек. Осы әнді солай айтқан біз. Желсіз түнде жарғай деп. Айнұр, былай істейші, мен саған бір қазақша лирикалық әндерден сөзін жасырып, сен қандай ән екен сіз табуым керек. Оқиым қазір? Ойын? Кішігірім ойын болсын. Приз? Ой, приз. Приз болса ғана ойын. Мынау қандай ән?
қай жерден оқысам екен, сен тауып қоятын сияқсың бірден. Естеліктерден табылмайсың ба, тағырлайсың ба? Ең сұлу гүлі тәңірдің, сен мені мүлде сағынбайсың ба, сағынбайсың ба? Мен сені қатты сағындым. Сіздер тауып қойсаңыздар, сіздер де жазыңыздар, құрметті көрермендер. Қандай мынау айтшы? Сен мені естеліктерден на-на-на-на-на сағынбайсың ба? Тапты. Так, келесі әнді жасырамын қазір саған. Наны бірден тауып қоясың енді. Алдасаң да, арбасаң да, қолдасаң да, қорғасаң да, тым болмаса бір көрінші ақ періштем андасанда. Туф, сөз бәрі таныс. Сендей кімді ұнатайын, тыңдағанды жылатайын. Алмас бүйтіп, не ойнайсың ба? Тым болмаса бір көрінші жүрегімді жұбатайын. Айтып қойды ғой ар жақтан. Айгүл Иманбаева. Болмайды, айтпасаңыздаршы. Тым болмаса бір көрінші. Тағы да бір ән, соңғысы болсын. Нұр толы көзіңнен, жылылық сезінген, түндерді, күндерді сен ойлап көзілген. Сен соны сездің бе, көзіңнен, өзіңнен. Мынау қандай? Қабая. Хабарласқан көрерменіміз бар екен деп құтылайыншы. Кішкене ойлана тұрып, көрерменімізден сұрап көрейік. Қайырлы таң, сәлеметсіз бе? Ассалаумағалейкум, мен Трайлы шығыстың даралды шардың сарайына сіздермен хабарласып тұрмын. Кеше маған, Асқат кеше маған деп айтты, шардың сарайына сізге алып қоямын деп. Трайлы шығыстың даралды гүлдермен сіздерге ал күндерің сәтті, қалдарың жақсы ма? Жақсы, өзіңіз қалайсыз, амансыз ба? Құдай деп, Алла деп жүріп жатқан, Алламызға саған шүкір. Енді күндерің сәттілікке толы болсын, жандарың жамандық көрмесін, осылай жайнап жүріңдер. Ақботаның әні деген керемет қой, жақсы әсер алды. Ақбота жақсы айтады ғой. Биік шыңнан көріне берсін. Әлі бұдан да биікке шың айтады, таудай талабына бармақтай басып. Ал енді бүгінгі тақырыпқа келетін болсақ, ән шешейін, мен шешейін деген ол абай атамыз бар ғой. Содан кейін мен бір нөреге әнді естігім келіп жүр. Айтамын сіздерге. Үміттен келер деген жолыңа қарайладым, сен маған сенер деген қайдасың арай батыр. Ары қарай сөзіне білмеймін, күннің ән екенін білмеймін. Бала кезінде Алматыда оқып жүргенде сондай естігемін. Менің үлкен ағам Абай театрында актер ғой. Сол мына Мешерді Гүлдердің общежитиясында тұрды. Сонда ылғи әртістер мен Бақтияр Салихович ұстап көретін. Мейрамбек Беспаев ағамыздың орындайтын әні ғой, жасы айтқан. Үміттен келер деген жолыңа қарайладым, сен маған сенер деген қайдасың арай бағым. Осы әнді қойып беріңіздерші маған. Ал енді солай әнді сүйіп, ән деген мен мысалы көшеде жүрсем де, үйде жүрсем де, ноутбуктан, соткадан наушник саламын, тыңдап жүре беремін. Без музыки жить не могу, это музыка моя жизнь. Мен әнді сүйгенде өзім шығарып жіберемін. Сөзін өзім жазамын, тек қана әнді өзім шығарып аламын. Маған продюсер де керек жоқ, оператор да керек жоқ, өзім оператор өзім еуіп кетеді. Соттың қоямын да арасында билеп аламын да кесіп жібере саламын оны. Оператор болады деген бар, ташып болады. Сол менің жібергендерім чаттарға жүреді. Соның бәрі билеп жүріп түсем, ән айтып жүріп түсем. Соның кейін бір жақсы әндер көп қой негізінде. Ән деген әнсіз адам өмір сүре алмайды ғой. Мен музыка тыңдамай өмір сүре алмаймын, ән тыңдамай. Өзім жазамын деп отырмын ғой әнді. Сөзін өзім жазып аламын, әнді өзім жазып аламын. Оны ешқайда жіберіп көрген жоқпын бірақ. Мен тем более стройкада жұмыс істеймін, өлең айтып жүрген. Соны ең жаным айтын өлең, мына өлең бар не? Біздің не? Ән айтайын деп отырсыз ба? Қазір жоқ, ән айтайын деп отырмын, бір шумақ. Ауылың көшіп барадай, алмалыға күн көнбейді тағдырдың салғанын ай. Заманы ары қалай? Осыны қаппын мен. Мизиколаның әні, е? Жақсы, осындай әндерін айтып. Лирика ән деген өте күшті. Әнді сүйсең мен, жоқ, менше сүйіп көрінді, содан кейін айтасың менше сүйді. Қоясың. Алла амандығын берсін, алтындарым, жасындарым, күндерін сәтті. Аман болыңыз, күніңіз сәтті өтсін, қоңырау шалғаныңызға үлкен рахмет.
Сәлеметсіздер. Сәлеметсіз бе? Сіздерде күнде күтемін. Ағымай апайларың болады Лисаков қаласының Октябрьский кентінен. Рахмет, апай. Қалайсыз? Менің тик-токтан мынандай бір нәрсе шығарған екен бір кісі, білмеймін маған біреулер. Апай, тик-токта отырасыз ба? Жоқ, отырмаймын. Мынау біреулер анасына бара алмай жүр, біреулер әкесіне де бара алмай жүр деген бір тик-токтан білмеймін, бір кісінің шығарған несін сіңілімнен алдым да, содан кейін мынаның аяғы жоқ екен деп өзім шығардым. Соны айтып берейін. Иә. Қазақта қарттар үйі болған емес, отбасын басқаратын бір қария, соғыста қалған жетім жесірлерін әулеті қорған болып асыраған. Мынау не егеменде елде біздің жесір мен жетімдердің көп екені, жет ата білмек түгіл өз әкесін, білмейтін балалар көп не масқар. Біреулі адамдар естеріңді жисаңдаршы, ата-ана ұрпағыңды сыйлаңдаршы. Бәріміз бір Аллаға барамыз ғой, жауабын беру қиын ойлаңдаршы. Бұны шығарғаным өзім көңілім толмай жүр қазіргі қоғамда. Өзімнің де келінім кетіп қалып, немеремді алып кеткеннен кейін шығардым. Ешқандай осы бақытты елімізде жыламаса екен, ата-ана да немересін сағынып, балалар да ата-анасын сағынып, жастар айналайындар, қосақтармен қосылдыңдар ма? Неге жақсы өмір сүрмейсіңдер? Бұрынғыдай сендерді шалға, малға беріп атқан жоқ, өздерің сүйіп қосылғаннан кейін сақтаңдаршы, елімізді, бесігімізді түзейік, бақытты болыңдаршы. Жалынам, Алладан да сұраймын, еліміз көркейе берсін. Бүгінгі көңілім өте немеремді сағынғандықтан шын жүрегімнен бүкіл ішкі дүниемді сыртқа шығарып отырмын. Бақытты болыңдар жастар, қосақтармен қосағандар, ешкім ажыраспаса екен. Мынандай бақытты бәрі бар заманда неге бұлай болып жатыр? Қоғамымызды түзейікші бәрімізде. Ата-аналарға айтарым, балаларыңды бақыттықсыз қылудан сақтап бақытты қылыңдар. Себебі ішіме сыйған қыз сыртыма сияды деген көбейіп кетті. Одан құтылайықшы. Кеткен қыз төркінен тысқары, ол қыз сол бақытты болайын деп емес. Мен сол отбасын бақытты қылайын деп барыңдар, жастарым, жандарым, балапан қыздарым. Кешегі соғыс кезінде де аналар қандай ауыртпашылықты көтерді, неге сендер соны ойламайсыңдар? Бақытты болыңдар, кешіресіздер көңілім нетіп тұрғанына. Арнай апай, көңіл күйіңізді түсірмеңіз, енді бәрі жақсы болады деп сенеміз. Рахмет апай қоңырау шалғаныңызға. Арнамызға жаңадан қосылған көрермен қайырлы таң дейміз. Таңғы хабар бағдарламасы әрі қарай жалғасады. Бүгінгі тақырыбымыз әндерге арналады. Бүгін бізде ерекше бағдарлама, кішігірім концерт болып жатыр десек те болады. Сондықтан арнамыздан алыстамаңыздар, қызықтың бәрі алда. Айнұр дұрыс айтты. Өте керемет айтты. Дұрыс концерттік бағдарлама болып жатыр бұл негізі. Айнұр, біздің жұлдызды қонағымыз күтіп қалған екен. Қонақты шақырайық. Қарсы алайық. Қош келдіңіздер. Бауыржан ағамызды көргенімізге қуаныштымыз. Құрметті көрермендер, бүгінгі біздің таңғы хабар бағдарламасының жұлдызды қонағы құрмет орденінің иегері, ерен еңбек үшін медалінің иегері, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, ақын, сазгер, продюсер Бауыржан Исебаев Аралбек ұлы ағамыз. Қайырлы таңға қош келдіңіз. Қайырлы таң. Қалдарыңыз қалай? Жақсы, өзіңіз денсаулығыңыз барлығы жақсы ма? Шүкір. Қош келдіңіз. Менің шәкіртім Ернұр Сейдінбай. Ернұр, иә? Жаңа жобам. Негізі сіз... Яғни жаңа орындаушы, иә? Жаңа орындаушы, әнші. Жобаларыңыздың барлығы негізі бірден хит болып кетеді. Сіз сонда продюсерлік өнеріңізде тағы бар ма? Әлде енді бастап өтсін.
Продюсер ғой. Мен естімеппін онда. Мен тек композитор. Жалпы мен продюсер деп атайын. Болды онда сізге барам. Ағамыздың ақындық өнері де бар. Ағамыз ақын негіз біле білсең. Аға, мен не сұхбат басталмас бұрын мына бір әңгімен бастағым келіп отыр. Қайрат Нұртастың ең бірінші орындаған Арман әні сіздің әніңіз. Сол Айгүл Иманбаев екеуі таңғы елеспен сол Арман екеуін ұсынған кезде Қайрат Арманды таңдады ғой. Сол Арман әні енді хит болды. Қайрат Нұртас қылған сол Арман әні негізі. Енді сол папамыз баяда жұмыста бақытты істейтін. Сол кезде бір кісі болады екен, жасы үлкен, бір 55-60-ға келген бір кісі бар екен. Сол ана үйіне телефонмен звондай деген дағыны, телефон звондап, ана Арман деген ән бар ма, соны қойшы. Соны тыңдап, жұмыста тыңдай алмайды ғой. Соны телефонда 3,5 минут соны тыңдап тұра деген жағы әнді. Соны таң қалғам сол кезде. Мені нағыз сондай керемет ән. Аға, шығармашылықта қандай жаңалықтар болып жатыр? Шығармашылық енді кішкене мынау карантинге байланысты барлық әзірге тоқтап тұр ғой. Сондықтан бірақ әлеуметтік желі жұмыс жасап тұр. Сол әлеуметтік желіде өзіміздің бір орнымыз, өзіміздің бір каналымыз болсын деген оймен қазір сол әлеуметтік желіге жұмыс жасауға көшіп отырмыз. Енді шәкіртім деп отырсыз, жаңа жобам деп отырсыз. Жалпы шәкіртті қалай таңдайсыз? Ел-елді аралап, бір ұнап қалған, дауысына қарайсыз ба әлде? Сізге мүмкін видеоларын жіберетін шығар, е? Видеоларын жіберетін шығар. Маған бір ән беріңізші, менің продюсерім болыңызшы деген сияқты. Енді бұл шәкірт деген өз ғана келмейді маған, өзінің ата-анасымен бірге келеді. Бұл жерде тек қана ол шәкірттің өзінің адамгершілігі, мінез құлқы, адаммен сыйысуы, тіл табысу деген сияқты өзі былай тұрсын, ата-анасымен де жаңағы тіл табысу керек. Себебі жастың аты жас, ол көп жерде шәкіртпен емес, оның аталарымен жұмыс жасауға тура келеді. Сондықтан жақсы отбасыдан шыққан, тәрбиелі жерден шыққан жаңағы сондай бір керемет болашаққа деген үміті бар, армандары бар жақсы адамдар кездессе, мен олармен жұмыс жасап арғыта кете аламын. Ал енді көп жағдайда осы мінездің сыйыспаушылығынан талай шәкірттеріміз діттеген жеріне бара алмай, жолдан қайтып кетеді. Енді Бауыржан ағамызбен жұмыс істеу, осы кісінің продюсері сіздің бір қуанған шығарсыз, армандаған шығарсыз. Біздің бала кезімізде талай хит әндердің авторы болды. Сол Бауыржан ағаның әндерімен өскеннен кейін осы Бауыржан ағамен бір жұмыс жасау маған бір мақсат болды. Арманда болды, мақсатта болды. Енді қазіргі таңда осы Бауыржан ағамен бірге жұмыс жасап отырмыз. Алда келесі жұлдыздар осы жігіттер. Құдай қаласа сол күнге жетейік. Негізі ұқсайды екенсіз, сақал қойсаң, мұрт қойсаң болды, Бауыржан ағасы ұқсайды екенсіз. Бауыржан аға, негізі мынау плагиат әндер қазақтың ән мәдениетіне өзінің кесірін тигізбей ме негізі? Қалай ойлайсыз? Жалпы музыкада шекара жоқ деп айтады ғой жаңағы. Сондықтан қазақтың өзінің халық әндеріне мелодиясына ұқсас дүниелер болатын болса, мысалы, ол керісінше байтады. Мысалы, жаңағы таңертең мен бір сұлу қыз суға келеді деген әннің өзі, ол Польшаның әні, мысалшы. Оны кім айтады осы, мысалы, поляктардың әні деп. Ол қазақтың әніне келді де, қоржынына бір керемет ән қосылды ғой. Тура сол секілді, ол бір қазақтың бір нүктесін табатын, нүктесін басатын ән болатын болса, ол керісінше ол байтады. Ал енді музыкада өзі консонанс, диссонанс деген бар жаңағы әнді ұлттың қабылдауы, ұлттың қабылдамауы деген сияқты. Немесе бір инструментті қабылдамауы, инструменттің дауысын. Тура сол секілді, егер қабылдап жатса халық, ол нұр үстіне нұр, ол халықтың қоржынына жақсы бір қазына болып қосылады. Аға, енді сіздің әндеріңізді бір шетелдік әншілер бір рұқсатсыз алып, рұқсатсыз орындаған кездер болған шығар. Ондай жағдайда не істейсіз? Міндетті түрде авторлық құқықты қорғайсыз ба, әлде ой, менің әнім ұнап жатса, ала беріңдер, айта беріңдер деп, әлде тілегіңізді айтасыз ба сөйтіп? Менен бір адам әніңді орындауға бола ма деп сұраған. Ол жаңа Қырғызстанның әншісі. Одан басқа ешкім сұрап жатқан жоқ, барлығы да алып отыр. Ол
ал сала берсін оны. Енді аға, айта берсін. өзіңіздің әндеріңіздің басым бөлігі махаббат жайында екен. Енді махаббат жайлы ән, оның үстіне жай ән емес, кәдімгідей жарып шығып жатқан хит ән шығаратындай шабыт керек қой. Сіз шабыт қайдан аласыз сонда? Күнде ғашық боласыз ба, қалай? Бұл енді былай ғой, ән жазылған кезде ол мысалы фильмге музыка жазасың. Ол жерде мысалы Қыз Жібек пен Төлегеннің жаңағы несіне, киносына Нұрғиса Тілендиев жаңа музыкасын жазды. Тура сол кезде енді ол Нұрғиса Тілендиевтің өзінің басынан өтіп жатқан дүние емес, ол жаңағы фильмді көркемдеу мақсатында. Тура сол сияқты бізде ол жаңағы бірінші ән жазар кезде бір жақсы тарихтар іздейміз, жақсы өлеңдер қараймыз. Мысалы мен осы Ресейдің жаңағы Анна Ахматова жаңағы өте Роберт Рождественский деген бар. Осылардың өлеңдерін оқимын да, мысалы, солардың ішінде не бір тарихтар бар, не бір оқиғалар бар, мысалы. Мен осы жастарға кеңес берер едім, осы Ресейдің кәдімгі мықты классик кәдімгі ақын жазушыларын көбірек оқу керек. Солардың ішінде өте үлкен қазыналар жатыр. Жалпы солардың тарихын оқығаннан кейін, солардың өлеңдерінен бір сюжеттер оқығаннан кейін, соларды мелодиямен көркемдеуге тырысамын. Бұл барқылық осының. Ал енді жаңадай шабыттанып, бір қиялға беріліп, ән жазғанда, өлең жазғанда, үйдегі жеңгеміз қызғанбай ма арасында? Кім ол сенің музаң, кімге арнап жазып жатсың деп? Барлығы саған деп әлде айтасыз да? Қызғанады ғой, қызғанбаушы ма еді? Бірақ білдірмейді. Аға, енді білуімше заңгерсіз негізі? Жалпы үш мамандығым бар. Біреусі инженер химик технолог, екіншісі заңгер, үшіншісі режиссура. Жалпы енді ол үш мамандықтың барлығында жұмыс істемей осы жалпы өнерге бет бұрдыңыз. Жалпы өнерге қалай келдіңіз? Не түрткі болды? Өнерге түрткі болған маған Досымжан Таңатаров деген әнші өзім досым. Сол досым бірде бір әншінің әнін орындап қойып, ол әнші оған келіп, неге менің әнімді орындайсың деп жаңағы өзінен үлкен болғаннан кейін жаңағы ұрсыңқырап, жаңағы ренжіп жатқан кезінде ойладым осы. Осындай әнді осы досыма өзім-ақ шығарып берейінші осы. Хабарласқан көрерменіміз бар екен, қоңырау қабылдайық. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Қалайсыздар? Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Ассалаумағалейкум Бауыржан аға. Уағалейкумассалам. Мирас пе екен? Иә, Мирас. Сәлем, Мирас. Сәлеметсіздер, қалайсыздар? Құрметті таң хабары ұжымы. Бауыржан аға, тағы да қош келдіңіз. Мен сізге қоятын сұрағым, өмірлік музаңыз кім деген сұрақ қояйын деп тұрмын. Және де тілейтін тілегім сізге шарқылмайтын шабыт, таусылмас бақыт, хит әндеріңіз шыға берсін. Көп рахмет, көптеген мықты әншілерді шығарған композиторсыз. Қайрат Нұртас, Ернар Айдар, Сырым Исабай сияқты мықты әншілерді кезінде Бауыржан ағаң шығарған, сол үшін мен көп алғысымды білдіремін. Солардың арасынан өзім Ернар Айдарды жақсы көремін. Сол әншіні әнін, сөзін жазып шығарып бергеніңіз үшін сізге көп алғысымды білдіремін, жасай беріңіз. Рахмет. Бауыржан, бұл біздің тұрақты көрерменіміз, павлодарлық Мирас есімді көрерменіміз. Қостанайдан, Екі Мирас бар бізде. Екі Мирас бар. Қостанайдың Мирасы ма? Бірінші сұраққа жауап беріп кетейік енді. Өмірлік музаңыз кім деді, әндердің көбісін кімге арнайсыз деді. Жекеге шық, жекеге. Өте қауіпті сұрақ дейсіз ғой. Қауіпті сұрақ. Ол телеарна арқылы айтатын сұрақ емес, жекеге шық. Аға, мынадай сұрақ енді. Ертең жеңгемен таяқ жейтін жағдай жоқ. Аға, енді әншілер көп, қазір. Қалтасы болса болды, ән жазады. Енді жылдар бойы бір қанша сахнада жүреді, ана әнді айтады, мына әнді айтады, бірақ бағы жанбай жатқан орындаушылар да бар. Бірақ аяқ асты бір түпкірден шыға сап, тіпті бейнебаян түсірмей-ақ та бір әнмен-ақ кәдімгідей жарып шығып жатқан орындаушылар бар. Ол сонымен неге байланысты? Әнге ме, әлде орындаушының өзіне ме? Жалпы жаңа қойылып жатқан сұрақта осының төңірегінде ғой, жаңағы бір муза деп, жаңағы бір музаға арнап шығарасың ба деген сияқты дүние. Ол бір-екі ән, 3-4 ән жазатын адамның шаруасы шығар, ол жаңағы бір музаға арнап жазу деген сияқты. Ал енді расында келгенде бұл үлкен бір мамандық.
бұл мамандықтың қыр-сыры өте үлкен. Сондықтан егер сен мықты бір сазгер болып, мықты бір сол енді өзім мықты санамаймын, енді бірақ әйтеуір азды көпті бір 300 әннің авторымын. Ондай көп дүние жазып, бұны бір мамандық көзіне айландыру үшін бұл да бір кәдімгі 5 жыл оқу бар сияқты дүние. Бұл аса оңай шаруа деп айта алмаймын. Бауыржан аға, енді бір сіз қандай да бір дүниені бастап, қандай да бір дүниені енді бастасаңыз, қалың көпшілікке ұнайды бірден. Енді бір сіздің продюсерлік орталық кино түсірейін деп жатыр екен, соның барысы қалай болып жатыр? Егер Бауыржан Есебаев кино түсірсе, қандай кино түсіреді екен? Сол лирикалық махаббат, сондай ма әлде? Осы кино саласына ат баспен бұрғанына 10 жылдың көлемі болып ше. Солың ішінде осы Жүргенов академиясын оқып, ресторан бітірдім. Енді жалпы оны ешкім білмей-ақ қойса, кино түсіретін ешкім білмей-ақ қойса деген ойымда бар өзім. Себебі алғашқы тырнақалды дүние ол қандай болады? Салшы. Сондықтан кішкене ол жасырын дүние, енді естіп қойыпсыздар. Не де болса саундтректері мықты болайын деп тұр ғой. Саундтректері мықты болайын деп тұр. Жылататын. Солай болатын шығар, себебі мен ауырмай жүректі Қайрат Нұртастың фильміне саундтрек ретінде жазған. Бірақ біздің жазған сценариімізді сол уақыттағы түсіретін топ қабылдамады да. Әнді ертерек шығарып жіберуге тура келді. Сонымен саундтрек ауырмай жүрек хит болып кетті. Бірақ біздің Бауыржан ағамыз кино түсірсе андай мюзикл болатын сияқты. Джимми Пой деген арасында сөздері бар. Аға, енді мынау шәкірт таңдаған кезде, ол шәкіртіңіз міндетті түрде өнерде оқыған, музыкалық білімі болу керек па, әлде сол инженер, техник болу керек па, заңгер бола берсе бола бере ма? Мамандығыңыз? Саксофонист. Саксофонист. Жалпы музыкалық білім болғаны нұр үстіне нұр. Себебі ол ертең студияға барған кезде, жұмыс жасап жатқан кезде, аранжировщиктердің көздері де мынаны былай ал деп жаңағы неше түрлі терминдерді айтқан кезде, соны өзі біліп, арақта істеп тұрған ол абзал болады. Енді білмей барса, ол өзі қиналады. Сондықтан реті келсе, музыкалық біліммен келген дұрыс. Бауыржан аға, енді қазір бізде шағын ғана жарнама екен, одан кейін сұхбатымызды жалғастырамыз. Құрметті көрермендер, арнамыздан алыстамаңыздар, қызықты сұхбатымыз ары қарай жалғасады. Дәл қазір бізде шағын ғана жарнама. Арнамызға жаңадан қосылған көрермен, тағы да ассалаумағалейкум. Хабар арнасының тікелей эфирінде таңғы хабар бағдарламасы ары қарай жалғасады. Бүгінгі таңғы хабардың жұлдызды қонақтары Бауыржан Есебаев ағам және Бауыржан ағамыздың шәкірті Ернұр. Бауыржан аға, енді бағанан бері шәкіртіңіз деп жатырмыз, Ернұр деп жатырмыз. Енді бір Ернұрдың әнін тыңдайық, қонақ кәде сұрайық. Білуімізше, енді басқа ешкімнің әнін орындамайды ғой Ернұр? Жоқ, ондай бір шарт жоқ. Шарт жоқ. Жақсы ән болатын болса, кез келген. Сіздің әніңіз бар ма, орындай береміз. Енді ән сұрайық, қонақ кәде сұрайық. Әннің атауы кеше. Әнін жазған Бауыржан Есебаев, сөзін жазған Бауыржан Есебаев. Клип бар ма? Клипінен түсіретін Бауыржан Есебаев. Сол жаңа ән бірінші рет орындалайын деп тұр. Орындайтын Бауыржан Есебаевтың шәкірті. Енді Бауыржандағы алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге үлкен рахмет, сізді көргенімізге өте қуаныштымыз. Көрермендерімізге тілегіңіз болса, таңғы тілегіңіз болса, мархабат, одан кейін ән тыңдайық. Таңғы тілегім, Алла бүгінгі күндеріңізге берекесін беріп, істеріңіз сәтті болсын. Рахмет. Аумен айтқаныңыз келсін. Ернұр, бір ауыз. Бүгінгі күндеріңіз сәтті өтіп, бүгінгі күн жақсылыққа толы болсын. Ой, керемет. Сөзге жоқ істің адамы ой деймін, Ернұр. Ойын алмай отыр қазір. Ал, Ернұрдан ән сұрайық. Төрлетіңіз сахнаға. Келіңіз, ортаға келіңіз. Сіз шәкіртіңіздің әнін тыңдап. Мен отырайын. Болмаса тұрсаңыз да болады. Барынша еркін бағдарлама ғой. Көңілден болса, билесеңіз болады ортаға шығып. Көңілден ба? Мен тыңдайын. Көңілді. Тыңдайық ал. Амалым жоқ, хабарым жоқ, кеудеде жүрек тулайды, болмайды олай, шыдай алмай, ақ бұлттан қиял қолайды, жүректе арман жылайды, қайда деп сені сұрайды. Бірақ таңымның бәрі кеше, көңілде
неше бірақтан мұның бәрі кеше бірақтан мұның бәрі кеше бұл күнде бұл қалмады көше таусылды өткен күннің елестері таңдағы жұлдыздардай өше таусылды өткен күннің елестері таңдағы жұлдыздардай өше бақытты бол тілерім сол көрмесін мұңды көздерің тоңып әр күз келем жалғыз өткізіп жолдар тізбегін қиналдым оны сезбедім білсең ғой қалай іздедім бірақтан мұның бәрі кеше көңілде бұлт қалмады көше жауап жоқ хаттар жаздым неше бірақтан мұның бәрі кеше бірақтан мұның бәрі кеше бұл күнде бұл қалмады көше таусылды өткен күннің елестері таңдағы жұлдыздардай өше таусылды өткен күннің елестері таңдағы жұлдыздардай өше бірақтан мұның бәрі кеше көңілде бұл қалмады көше жауап жоқ хаттар жаздым неше бірақтан мұның бәрі кеше бірақтан мұның бәрі кеше бұл күнде бұл қалмады көше таусылды өткен күннің елестері таңдағы жұлдыздардай өше таусылды өткен күннің елестері таңдағы жұлдыздардай өше бірақтан мұның бәрі кеше Қазақ өнері күннен күнге қарқынды дамып, алға жылжу процесі енді айтсақ, сұмдық, тіпті сахнаны қорлағандар да жетерлік. Өнерді хайппен шатастырып, айыпқа түсіп қалғаны қаншама. Айтпағымыз, ол емес, 60 жылдық тарихы бар эстрадада жарқ етіп сөнген әншілерімізде қаншама. Ендеше құлақ түре отырыңыз, тарқатып айтамын. Бұл қосым шырақтама, жаным сені бірақ қана ұмыт мені демеші. Бұлбұл құсым жырақтама. Иә, есіңізде ғой мойындайықша. Әннің орындаушысы кім еді? Дұрыс, бұл Нұржан Қалжан. Талай хит әндердің орындаушысы. Қазіргі уақытта сахнадан еміс-еміс шығып жүрген әншіге себеп не екені белгісіз. Бірақ өнерге зауқы соқпағандығын бір эфирлерде айтқан болатын. Дегенмен көрінбей кеткен әншіні халық сахнадан тағы көтере сөзсіз. Сүймесең мейлі, басқаға жүрек көнбейді. Қимаймын сені, қимаймын. Сырым Исабаев, Қайрат Нұртас, екесім бір ұғым еді бір кездері. Талай хит әндерді орындап, халықтың жүрегін жаулап алған жас жігіт Сырым ертең келе араға уақыт салып көрінбей кетті бұл әншіде. Ұзын құлақтың айтуынша, әнші өнерден жеке кәсіпке бұрылыс жасаған секілді. Дегенмен әншінің өнеріне тәнтілестері Сырымды сахнадан күтетіні анық. Жүрегім жаралама, жаралама, жаралама жаным, сүйемін сені ғана, сені ғана, сені ғана сағынам. Тек сені
сүйдім дара қызым деп еркелетушім қара қызым деп тек сені сүйдім дара қызым деп қара қызым деп не деген ностальгия еді. Талай қос ғашықтардың махаббатына себеп болған Асанның өлеңдері. Сол уақыттың хитменіне айналған Асан Пердешев 4-5 жыл өнер әлемінде көрінбей кеткенді. Соңғы жылдар ғана өнерге қайта ден қойып сахнаға оралған ол, ән жазып, бейнебаяндар түсіріп, халыққа қайта оралғанда. Асан мырза, енді сахнадан кетпеңіз, себебі сізді тыңдармандарыңыз әлі де жақсы көріп, әндеріңізді сүйіп тыңдайды. Ендеше мендегі әншілер осы. Көзқарақты көрермен тағы көрінбей кеткен қандай әншілерді білесіз? Біздің әлеуметтік желімізге өз пікіріңізді жазыңыз. Балауса қыз едің бір кезде, шашың ақпан тик байлаған, өзгеріп кетіпсің бұл күнде, көркіңе көз тастап ойланам. Нұрлы бейнең қандай жарқын, арманасың қандай жанның шынарыма. Сен мөлдірсің еркем, тау болағындай. Сен мөлдірсің еркем, тау болағындай. Деген екен. Хабарласқан көрерменіміз бар екен. Қайырлы таң, сәлеметсіз бе? Қайырлы таң, эфирдесіз. Алло, саламатсыздар ма? Сәлеметсіз бе? Қайырлы таң. Қалдарыңыз қалай, жақсы ма? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Өзіңіз қалайсыз? Шүкір, есімім Гүлжан болады. Көпбалалы ана, Шымкенттен. Мен қоятын сұрағым бүгінгі ән керемет лирикалық әндер, бірақ жастардың ән орындауына мен көңілім толмайды дәл қазірші. Не себепті? Саны бар, сапасы жоқ, әйтеуір шығып айтқыза береді, олар келмайды. Дұрыс айтасыз. Әндерінде мағына жоқ ешқандай. Сосын кейін бізде марқұм болған Нәбидің өлеңдері қандай, Құрмаш Махановтың өлеңдері бар, лирикалық әндер. Енді не істесек болады, енді қалай ойлайсыз? Қазіргі айтып жатқан жастардың саны бар, сапасы жоқ әндері жойылса екен деймін да мен, бар жүзі көрсетпесе екен деймін. Қай әндер бір-екеуін айта кетіңізші, көңіліңіз? Білмеймін, мен оны қарамайын да, мысалға бар, жастар тыңдайды шы. Қызыма да тыңдаймын кейде сол өлеңді мен. Сондай бір есті әндер болса екен дейсіз ғой, әншілердің өтінішіңіз? Қыл жағатын. Түсінікті, болды, қарастырамыз. Қоңырау шалғаныңызға үлкен рахмет, күніңіз сәтті өтсін, аман болыңыз. Негізі Асхат, көрерменіміздің айтып жатқаны ол енді бұрын Кеңес одағының кезінде кәдімгідей комиссия болған арнайы теледидарға екінің бірі шыға алмайтын. Ал қазір енді әлеуметтік желінің дамыған кезі деп жатырмыз ғой. Теледидарға шықпай-ақ телефоннан жұлдыздары жанып жатқан орындаушылар бар. Енді ол бір жағынан жақсы, кішкене жеңілдеді орындаушыларға. Айнұр, негізі бұл кісінің айтып отырғаны қазіргі жастардың сол қазақша, орысша араластырып қазір орындай беретін болды ғой қазір. Сол әндерді айтып тұрған сияқты менің ойымша. Енді оны сол әндерді орындаушыларды жаңағыдай сараптамадан бір өткізетін сондай бір сараптамашасын ба? Қажет деп ойлайсың ба қазіргі таңда? Негізі керек сияқты менің ойымша. Дұрыс, керек. Хабарласқан көрерменіміз бар екен, одан кейін әңгімемізді әрі жалғастырамыз. Қайырлы таң. Тікелей эфирдесіз. Қайырлы таң, сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Күндеріңізге қайырлы күн тілеймін. Рахмет. Өзіңізге де. Бүгін ғана музыкалық жанды дегесін, мен сіздердің тұрақты көрермендеріңізбін. Есімім Асыл. Асыл? Асыл неше оқисың? Мен 8 оқимын. 8? Мектепке дайындық қалай, жақсы ма? Жақсы, өте жақсы.
Мектеп сағындыңдар ма? Өте қатты сағындық. Негізі музыка жаны маған өте қатты ұнайды. Өзімде домбырамен пианиноға қатысамын. Курсына. Маған негізі бұрынғы әндер мен америкалық классикалық әндер ұнайды. Тамаша. Бізге бір ән орындап бере аласың ба? Иә. Домбырамен орындап берсем, балауса қыз. Орындай ғой. Tabii. Екеуміз орындаған ақ бантикті домбырада шертіп жатыр. Бәрекелді, жарайсың. Қандай керемет. Өнерің өрге жүрсін. Арманың қандай, арманың? Болсын деп тілейміз. Ау? Қандай арманың бар? Менің енді арманым осы қазақ музыкасын дамыту. Дамыту? Иә, арманың орындалсын. Асқақ, биік арман. Арманыңа жет. Жарайсың. Рахмет. Ең басы сабағың жақсы оқы. Рахмет. Сау болыңыздар. Жақсы, сау бола ғой. Рахмет. Бағдарламамызға жалғастырамыз. Айнұр, енді бағанан бері Шәмші атамыздың әндерін айтып жатырмыз. Сол бір керемет әндер ғой деп еске айтып отырмыз ғой енді. Қазір жастардың барлығы солардың барын тыңдайды. Табылды досым деген композитор, сазгер ағамыз білесің ба? Батыстың тумасы. Сол кісінің де әндерін осындай лирикалық әндерге де жатқызуға болады ол кісінің әндерін. Енді өте керемет. Соның әндерін негіз білесің ба? Әлде біреуін орындап берейін ба? Орындап бер. Жігіттер артық айтсам күні тақпа, батайық күліп ойнап рахатқа, өмірден кәрді төр, бірді төр, берілген өмір бізге прокатқа. Өмірден кәрді төр, бірді төр, берілген өмір бізге прокатқа. Деген әуендерді естігесің ба? Лирикалық ән. Ол негізі бұл кісінің әндері өте керемет, құлаққа жағымды, кәдімгі гитарамен баяу өнер. Мағынасы да бар дейсің ғой? Иә. Қазақтан тұңғыш шыққан Барт ақын деген атауы бар сол кісінің. Өте керемет әнші, біле білсең. Бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Жалпы Асхат, айта бер. қоңырау бар ма екен? Қоңырау бар? Жарайды. Бүгін қоңырау өте көп. Бір әңгіме айтайын десең. Қазір ұмытып қалмай әңгімеңді. Жарайды. Қайырлы таң, сіз тікелей эфирдесіз. Айта беріңіз, қайырлы таң, сәлеметсіз бе? Саламатсыздар, қайырлы таң. Ассалаумағалейкум. Қалыңыз қалай? Сіздердің жүргізгендеріңізге өте ырзамын. Екеуіңіз өте жақсы жүргізесіздер. Көп рахмет. Ой. Ең басы тілегін тыңдадық. Байланыс. Қайтадан қоңырау шалып көріңіз. Техникалық ақауға байланысты телефон үзіліп кетті. Қайтадан қоңырау шалыңыз. Мүмкін ән айтып берейін деп жатқан болар. Жалпы Асхат, музыка, ән айтып жатырмыз ғой, адамның көңіл күйін тебірентеді, жүректегі небір сезімдерді оятады, миды демалдырады, жалпы жанды рахатқа бөлейді. Кәдімгідей ғалымдар да музыканың, ән тыңдағанның денсаулыққа кәдімгідей пайдасы бар екенін дәлелдеп жатыр. Тіпті адамдардың енді ең бірінші орында ол психоэмоционалды, жаңағыдай көңіл күйіне әсер етеді. Одан бөлек жаңағыдай тіпті жануарларда сиырлардың фермаларына классикалық ән қосқан кезде сүт молырақ береді екен, тіпті тауықтардың жұмыртқаларының құрамы жаңағыдай қандай ән тыңдаса жұмыртқаны көп туады екен? Қандай ән екенін білмеймін енді. Чип-чип па? Оларда да енді жүйке бар, ми бар дегендей, олар да әнді тыңдап түрлі сезімге бөленетін болу керек. Кәдімгідей белгілі бір адамда мысалға бақыт гормоны бөленеді деп жатады ғой. Оларда да белгілі бір гормон бөлініп, сүт молырақ береді сиырлар, тауықтардың жұмыртқалары құнарлылақ, дәмдірек болады екен. Айнар, негізі айтып отқан сөзіңнің жаны бар негізі. Адам көбінесе жаңағыдай мұңлы, баяу, әндерді тыңдап өзіне қатты қабылдап, соны жүрегіне қабылдаса, адам шынымен жүрек ауруға шалдығады екен. Сондықтан ондай баяу әндерді көп тыңдай бермеңіздер, жүрекке зиян ол негізі. Кейде көңілді әндер тыңдайық, көңіл көтеріп жүріңіздер әркез, сол айтпағым негізі. Хабарласқан көрерменіміз бар екен. Қайырлы таң, эфирдесіз. Қайырлы таң.
Қайырлы таң, сәлеметсіз бе, эфирдесіз? Тыңдап тұрмыз. Ерлік, ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Қайырлы таң, Қардагерлер. Қайырлы таң, Ереке. Ассалаумағалейкум. Қай өңірден қоңырау шалып тұрсыз? Алматы облысы, Райымбек ауданы, Қарасаз ауылы. Қарасаз? Қарасаз деді ғой? Қарасаз ауылы. Қарасаз. Мұқағалидың ауылы. Ақындық өнеріңіз бар шығар онда? Мен Қарасазда болғанмын. Жақсы. Өте керемет табиғаты. Жалпы бүгінгі тақырыпты білесіз? Лирикалық әндер жайлы. Лирикалық әндер жайлы. Мүмкін ән айтып бересің. Әнді сүймейтін қазақ жоқ қой енді. Қандай ән болса да жүректі тебірентетін жақсы әндер қазақта көп. Өзімнің мамандығым музыкант, бірінші мамандығым. Әнді сүйсең мен жесі енді ән қазақтың жалпы қанында бар дүние ғой енді. Дұрыс айтасыз. Ән шырқап бересіз бе бізге бүгін? Енді ән Ерлік? Қысқаша айтып, ау. Ән орындап ән айтып бересің ба? Жарайды. Иә, тыңдап отырмыз. Ерлік, қоңырау шалғаныңызға үлкен рахмет. Бір әнші емеспін енді. Бір жақсы ретро әндерден болса, бір ауыз бір шумақ айтып берейін. Ал, тыңдайық. Құлағымыз сізде. Айта беріңіз енді, тыңдап отырмыз. Уақыт шектеулі. Жақсы, тыңдап отырмыз. Тыңдап отырмыз дейді? Алыстап кетті ау расында, суынып кетті ау сезімде. Сен мені қарсы аласың ба, ауылыңа барған кезінде. Кеудемде із ой қалдырған, жан едің енді не дейін. Шықпасаң шықпа алдымнан, мен саған өкпелемеймін. Шықпасаң шықпа алдымнан, мен саған өкпелемеймін. Түф, шіркін. Қандай керемет лирикалық әнді еске түсірдіңіз. Рахмет сізге. Хабарласқаныңызға көп-көп рахмет. Аман болыңыз, күніңіз сәттілікке толы болсын. Құрметті көрермендер, арнамыздан алыстамаңыздар. Дәл қазір бізде шағын ғана жарнама, одан кейін бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Арнамызға жаңадан қосылған көрермен, тағы да қайырлы таң дейміз. Эфирде таңғы хабар бағдарламасы ары қарай жалғасады. Бүгін бізде өте ерекше бағдарлама болып жатыр. Кішігірім концерт десек те болады, себебі тақырыбымыз лирикалық әндер жайында. Сондықтан да бізге қоңырау шалыңыз, хаттарыңызды жолдаңыздар, сүйікті әндеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Тағы да құрметті біздің көрермендердің естеріне сала кетейік, таңғы хабар ұлағатты ұстаз республикалық байқауын ұйымдастырып жасап жатқан естеріңізге саламыз. Құрметті ұстаздар, құрметті мұғалімдер, қапы қалмаңыздар, видеоларыңызды жолдаңыздар, видео салыңыздар. Сіз жеңімпаз болып қалуыңыз әбден мүмкін. Бірінші, екінші, үшінші орындарға қомақты сыйлықтарымыз бар. Бұны өздеріңіз жақсы білесіздер. Сондықтан бағалы сыйлықтан құр қалмаңыздар, құрметті ұстаздар. Бағана бір көрерменіңіз қоңырау шалғанда байланыс үзіліп кеткен болатын. Сол көрерменіңіз қайтадан қоңырау шалып жатыр екен. Қайырлы таң, ассалаумағалейкум. Эфирде сіз тыңдап тұрмыз. Қайырлы таң. Сәлеметсіз бе? Ассалаумағалейкум. Саламатсыздар ма? Сіздер жақсы жүргізесіздер. Рахмет. Үлкен рахмет. Мынау жаңағы тақырыптан мен айтайын деп едім. Жастардың әніне көңіліміз толмайды. Переводын қайталай береді ғой, қайта. Қайырмасын, иә? Иә. Соған көңіліміз толмайды. Сол бұрынғы әндер болса дейміз. Иә. Аға, бір өзіңізге ұнайтын әндердің біреуінен бір орындап беріңізші кішкене. Аға? Ақ сәулем, сенің жақсы әнің болайын. Ақ сәулем. Бәрекелді, қоңырау шалғаныңызға көп рахмет, аға. Күніңіз сәтті өтсін дейміз. Аман болыңыз. Байқайсың ба,
үлкен буынның аға әпкелеріміздің, тәтелеріміздің кәдімгідей назы бар екен, иә? Бүгінгі таңның орындаушыларына, әндеріне көңілдері толмайды екен. Иә, сондықтан құрметті сазгерлер, құрметті біздің қазақ эстрадасының әншілері, осыны ескерсеңіздер, жас буындар, жас әншілер, біздің көрермендеріміздің барлығының көбісі негізі үлкен кісілердің барлығының көңілі толмай жатыр екен. Сол себепті кішкене есте қаларлықтай, есті ән орындасаңыздар екен деп сіздерден өтініп сұраймыз, құрметті әншілер. Керемет ән шығарыңыздар, құрметті сазгерлер. Бірақ бір жағынан насихат бұл енді заңдылық сияқты. Себебі енді адам жасы ұлғайған сайын өмірге деген көзқарасы өзгереді. Ал енді бәрібір заман өзгереді, жастардың талабы да өзгереді. Сондықтан да үлкен кісілерге ұнаған кезіндегі, оларға жас кезіндегі ұнаған әндер өздерінде мәңгі есінде сақталып қалады. Ой, біздің кезімізде андай еді деп бізде айтып жүреміз ғой, мысалға. Ал бұл қазір енді жастардың заманында олар да кейін ұрпақтарын айтады, осы біздің әндер күшті еді, билейтін деп мүмкін, солай айтуы мүмкін. Хабарласқан көрерменіміз бар екен, Айнұр. Қоңырау алды, одан кейін әңгімеңізді ары жалғастырамыз. Тұрар есімді көрерменіміз. Ассалаумағалейкум, қайырлы таң. Уағалейкум ассалам. Сәлеметсіз бе? Жырелінен хабарласып тұрмын. Жерлесіміз біздің. Жерлесіміз. Қасиетті Қармақшының топырағынан хабарласып тұрған жайым бар. Тамаша. Мен де Қармақшыдамын ғой. Ой, өте тамаша. Қармақшының жігіттері негізі білімді. Және қарапайым болады дейсіз ғой. Басты өлең, құлақты өлең, мұрынды өлең, бір ақын өлсе талай қырылды өлең деп айтпақшы. Қармақшының топырағынан көптеген ақындар шыққан. Тұрмағанбет деген ауылы бар, сол жерден 100 жырау шыққан бір ауылдан. Тамаша. Мен енді мына сіздердің тақырыптарыңыз лирикалық әндер, лирикалық өлеңдер туралы болып жатыр екен. Иә. Кезінде сонау 99-2005 жылдары Қазақ ұлттық университетінде білім алған. Сол кезде бұл Казгу қасиетті қара шаңырақ, оқу орны атаулының хан тәңірі, ұлағатты ұстаздар арқасында білімнің бүлкілдеп тұрған тамыры бір кезде дәріс беріп кеткен екен. Қазақтың Әуезовтей Дарханұлы, ал бүгін сол жердің шөбін басып жүр Қармақшының Тұрарбектей Тарпанұлы деп өлең жазатынбыз. Түш. Міне. Тағы бір айта кететінім, сол кезде ауылда енді алғашқы махаббат, бала махаббат дейді, жақсы көретін қызымыз қалып, көзі мөлдіреген, ерні сөйлеген. Сол өлең жазғанмын сол кезде, хатты өлеңмен жазғанмын. Сағынышпен өтіп жатыр қаншама күн, қанша түн, санай түндерімді шашадым. Қанша қайғы түсіндіріп, тұрса дағы қанша мұң, еркем айым, мен өзіңді, тек өзіңді аңсадым. Бәрекелді. Мүмкін әндер, өлеңдеріңізді бір әншілерге ұсынып көрерсіз. Мүмкін хитке айналып жатар. Тұрар? Иә, мұнда ойда бар. Байғаласа. Иә. Сіздерге тілердің хабарларыңыз өпілді жинай берсін, көрермендеріңіз көбейе берсін. Мен айтқаныңыз келсін. Қалақтарыңыз тұспалай берсін. Рахмет. Жақсы, хабарласқаныңызға рахмет. Барша қызылордалықтарға, қармақшылықтарға жалынды сәлем болсын. Асхаты WhatsApp-қа келген хаттарды оқып үлгеруім керек. Ән тозбайды, өшпейді мәні болса, халқының махаббаты сәні болса, той думан қуанышта шырқалса егер, әншісі де келісіп орта толса, ән бұзылар мақсаты табыс болса, құрайғай, салдыр гүлдір шабыс болса, ұрлап алған дүние өгей жетім, әншімін деп ойлайды кейде шошқа. Ән шығады жүректен айтылады, күннен тарап өседі ай тұрағы, көрінгеннің ермегі болса егер, қаңбақтай сайға тығып жел қуады, дейді біздің тұрақты көрерменіміз. Ақын дәрігер Оралбай Сатуов мырза кәдімгідей басып тұрып айтыпты, иә? Жаңа Тұрарға мен риза отырмын негізі. Сырелі жыреліне негізі сондай талантты жігіттер шығады ғой, ақын, сазгер. Әншілер. Мен де бір кейде бір ақын болып өлең шығарғым бір суыр салып ше.
Айнұржан, бүгін сейсенбіде бағдарламаға кеп отырмын деймін ғой. Сәл қиналсаң негізі жаза аласың? Өлең ойым бір жүрдің ғой сен? Потенциал бар сенде. Шығарып отыр ма едің? Мен айтып жатырмын ғой. Мен жай әңгіме айтып отыр екен десем. Ал, жарайды. Мына хатты оқи кетейші. Жаздың соңғы күні сәтті өтсін дейді. Бұл Дина Анартаевна атам мен апамның үйленгеніне 65 жыл құттықтап қойсаңыздар, олар сіздерді көріп отыр еді дейді. Шын жүректен құттықтаймыз. Динаның атасы мен апасын құттықтаймыз. Ескірмеген махаббат, ескірмеген махаббат, ескірмеген махаббат. Махаббаттарыңыз ескірмесін, ата-апа. Қалайсыздар? Аман болыңыздар. Күндеріңіз Ғұмырларыңыз ұзақ, дендеріңіз сау болсын. Хабарласқан көрерменіміз бар екен. Қоңырау қабылдай. Қайырлы таң, сәлеметсіз бе? Қайырлы таң. Қарақат. Қарақат. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Қалыңыз қалай? Көр жақсы өздеріңіз. Жақсы. Қарақат қай қалада? Мен Сыр елінен хабарластым. Жерлесіміз ғой біздің тағы да. Мен әншілік хаттар бүгінгі тақырып лирикалық әндер екен. Соған жерлесім Елена Тықалқованың «Есіңе менің алғайсың» әнін орындағым келеді. Бәрекелді. Мархабат. Ал тыңдайық. Нұр жауып тұрған көктемде гүлдері барсаң бөктерге, қоңыраулатқан аспанда найзағай шаншып өткенде, есіңе мені алғайсың. Қоңыраулатқан аспанда найзағай шаншып өткенде, есіңе мені алғайсың. Даусыңыз қандай тамаша, Қарақат. Қарақат, қоңырау шалғаныңа үлкен рахмет. Рахмет, Негізі өнерден сабақ алғансыз ба? Даусыңыз сонда керемет екен. Мен ешқандай сабақ алмадым, тек өзімнің табиғи талантым. Мәссаған. Табиғи талантты екенсіз, бәрекелді. Сондай талантты үйіп төгіп берген екен сізге. Бұны халыққа көрсету керек. Негізі ол рас, әншілердің көбі дәл сол сыр елінен шығады. Дұрыс айтасыз. Қоңырау шалғаныңа үлкен рахмет. Барша сыр елі, қызылордалықтар, баршаңызға сәлем, жерлестеріміз біздің. Асхат, бізге Назарбаев мырзадан хат кепті ғой. Назарбаев? Назарбаев Дәуреннен хат кепті. Дәурен ба? Қайырлы таң, күндеріңізге сәттілік, жұмыстарыңызға табыс тілеймін, көрермендеріңіз, оқырмандарыңыз көп болсын дейді. Айтқаныңыз келсін. Қайырлы таң, таңғы хабар ұжымы, сіздердің хабарларыңызды сүйіп көреміз. Бауыржан Есебаевтың әндерін жақсы тыңдаймын. Кейде шаршаған сәттерде осы әндерді тыңдаймын. Лирикаға толы әндер. Өмірдің өзі лирика ғой дейді. Ол кісіден әлі де көп шығармашылық, жанға жайлы жақсы әндер күтеміз. Ән көңілді жадыратар ем ғой. Мынау шыж-бұж көп өмірде жанға жылы сыйлар әндер, әншілер көп болсын. Түркістан облысы Бәйдібек ауданы Шақпақ ауылынан Қалмырзаева Айзада жазып жатыр. Арнамызға жаңадан қосылған көрермен, ассалаумағалейкум. Хабар арнасының тікелей эфирінде таңғы хабар бағдарламасы ары қарай жалғасады. Бүгінгі тақырып лирикалық әндер. Әнді сүйсең менше сүйіп, қандай лирикалық әндерді ұнатасыз, әлде сізге қандай әндер ұнайды? Сол төңіректе қоңырау шалып айтсаңыздар да болады. Байланыс номеріміз 8-727-376-00-08. Біздің байланыс номеріміз. Және біз әлеуметтік желіде Инстаграм парақшамыз таңғы төменгі сызықша хабар Инстаграм парақшасында тікелей эфирде отырғанымызды естеріңізге саламыз, құрметті көрермендер. Бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. WhatsApp-қа дәл қазір мына хат келді. Орынбаев Алдияр Түркістан облысынан жазып жатыр екен. Мен өз пікірімді қалдырмақшымын. Қазіргі кезде бұрынғы Шәмшінің әндерінде ән жоқ. Әндердің саны көп, сапасы жоғалып бара жатыр. Әншілердің құлағына алтын сырға. Ән екен деп әр нәрсені хит қыла бермей, мағыналы, келешек ұрпаққа үлгі болатын әндер көбейе берсе екен дейді. Өте орынды пікір. Айнұр, енді жалпы бүгінгі тақырыбымызды қорытындылайық. Жалпы лирикалық әндер, енді әр адамға әр түрлі бағыттағы әндер ұнайды ғой. Саған қандай ән ұнайтынын білдім. Мен өзімдікінде айттым, лирикалық әндер ұнайды деп.
сондай бір ең бастысы қандай ән болса да халықтың есінде қалатын, кейін ұрпақтан ұрпаққа жалғасатын сондай бір есті, әуезді әндер жарық көре берсін алдағы уақыттан. Осындай керемет тілегім бар. Хабарласқан көрерменіміз бар екен. Қайырлы таң, эфирдесіз. Тыңдап тұрмыз. Сәлеметсіздер ме? Ассалаумағалейкум. Біз таңғы хабарды жақсы көреміз. Бұл адамды тәрбиелейтін хабар, бір жағынан бәрі жақсы. Естіліп тұр ма? Қайыртаяға естіліп тұр. Рахмет. Рахмет. Осындай хабардар жиі болса деп армандаймыз ғой, бірақ енді кейде бұндай хабардар болмай да кетеді, азайып та кетеді. Негізі мына лириканың тақырыбы көп қой әртүрлі. Ал менің айтайын дегенім, мына туған жерге деген сағыныш лирикасы. Менің өзім әке-шешем Қарағандының Қарқаралы өңірінен. Ал өзімнің туған жерім Семей облысының Жарма деген теміржол станциясынан еді. Сондықтан әлгі институт 73 жылы институт бітіргеннен кейін Атырау қаласына қазір бұрынғы көріп. Сол жақта 3-4 жыл жұмыс істегенде, мына Теміржан Базарбаев ағамыздың ауылым деген ән шыққан болады, атақты. Оны орындаған сол кезде одақтың халық артисі атақты Ришат Абдуллин ағамыз еді. Осындай өлең сағынып, шіркін айтып, сондай осындай туған жерге деген сағынышты нететін өлеңдер берілсе екен деп көбірек үнекем. Сонан кейін бір айтайын дегенім, мына соңғы кезде қарап жүрміз, сағындырғанда әндер-ай деген бір тақырыпты қойып қояды да, мына өзіміз енді ренжімесеңіздер де екен, басқа каналдарда ғой деймін. Біз оны жалғыздырған әндер-ай деп бағалап отырмыз. Сағындырғанда ән деп қойып қойып, бірақ оны халықтың құлағы да кішкене шаршады қойдым, жалғыздырған әндер айналып барып жетіп. Рахмет енді, тыңдасаңдар болды. Рахмет аға қоңырау шалғаныңызға. Күніңіз сәтті өтсін, аман болыңыз. Рахмет. Айнұр, тақырыпты енді қорытындылай жатармыз. Қазір бізге қонақ келген екен. Таңғы хабар бағдарламасының жұлдызды қонағын қарсы алайық, құрметті көрермендер. Құрметті көрермендер, бүгінгі таңғы хабардың жұлдызды қонағы Мерей. Мерей, қош келдің. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Көңіл-күйің барлығы жақсы ма? Төрлетіңіз. Келіңіз, төрлетіңіз, жайғасыңыз. Көңіл-күй керемет. Әңгімені ары қарай жалғастырамыз. Енді Мерейді енді көбісі таниды ғой. Десе де айта кетейік, Мерей Әбілова блогер. Дұрыс айттым ба блогер деп? Әлде әнші деп айтуым керек пе? Блогер, әнші. Ән айтатынды негізі оқырмандарың біле ме барлығы? Мен ән айтамын, бірақ та әншімін деп өзімді айта алмаймын. Енді ғана бастап жатырмын, сондықтан да мүмкін болашақта өзімді әнші деп те таныстырып жатырмын. Негізі осылай, негізі сен дұрыс жасаған сияқтысың. Бірінші блогер бол, бұдан кейін әнші болсаң, әніңді барлығы сенің оқырмандарың тез. Әнді айтпай-ақ, кәдімгідей 1 миллионнан аса оқырманың бар, иә? Әнді айтқанда қанша оқырманың болады? Әнші болу маңызды емес қазір оқырман жинау үшін. Соның бір дәл. Сонда дәл өзің мысалға блогердің де түрлері бар, иә? Біреулер пайдалы бір ақпараттармен бөлісіп жатады, бір нәрсені үйретіп жатады. Дәл өзіңнің парақшаңда не үйренеді жастар? Менің парақшамда негізен менің Instagram лайв формат, то есть мен өмірімді саламын ол жаққа. Бірақ та арасында әрине пайдалы ақпараттар беруге тырысамын. Өйткені мені көретін жас қыздар, жас ұрпақ деймі қайда. Сондықтан да оларға кішкене пайдалы нәрсе беруге тырысамын, әрине арасында болса да. Бірақ та өзімнің өмірімді саламын көбінесе. Нақтырақ айтқанда қандай пайдалы ақпараттар? Пайдалы ақпараттар дегенде посттар, неше түрлі, может, истористар адамға пайдалы болады. Мерей, енді шынымен қазіргі жастардың көбісі блогер болуды армандайды. Барлығы блогер болғысы келеді, барлығы танымал болғысы келеді, барлығы жаңағыдай сен сияқты миллионнан астам оқырман жинақысы келеді. Мысалға, сенің танымал болып кетуіңе, сондай бір миллионнан астам оқырманды жинауға қандай бір видеоң ба, әлде бір сондай бір пост жазбаң ба хит болып кеткен? Жоқ, ондай болған жоқ. Жалпы құпиясы неде? Сондай аудиторияны қамтуды. Мысалы, Асхат екеуміз де өмірімізді саламыз. Біздің өмірімізді, ешкімді өмірімізді. Менің өмірім, мысалы, мамама ғана қызықты. Мамам комментарий жазып қойды астына. Жоқ, ол деген бір видео салып, танымал болып кету деген болған жоқ, әрине. То есть, андай хайп бірдеңке болғандай болған жоқ. Постепенно болды. Әлде сен сияқты сұлу болу керек па? Қалай әңгіме? Мүмкін де.
Жоқ, просто біз бұрын әпкем болатын, әпкем бар, Аружан деген. Сол екеуміз бірге видео түсіріп бастағанбыз. Содан соң екеуміз егізде болатын көбісі. Қандай сол видео? фишка болатын. Бірге просто, видеолар, неше түрлі видеолар. Бірге. Енді Айнұр жа айтып жатырмыз ғой, біздің Мери блогер, әнші, бұл кісінің ақындық қасиеті бар ғой, білесің ба? Неге? Соңғы пост салған постасында өлең шумақтары. Ол деген, бола салатын нәрсе емес, мысалы мен отырып бүйтіп өлең шығара саламын, ол. Өзің шығардың ғой? Өзің оқисың ба, әлде мен оқимын ба? Өзің оқытшы? Өзің оқышы, Мери. Жазған кезде. Алмаз. Қандай? Мелодия не аш, тартшы, сүймелдіш. Мери өлең оқып берсін. Ал, құрметті көрермендер, ақын жыршы қыздарыңыз Мери Әбілова. Мен көрмептім, ғашық болып шынайы, айналамда көрсем дағы ұдайы. Көрмедім де жүрегімді аштырып, білмегенсің бұл сезімді ұқтырып. Үміттенем махаббатқа әлі де, онсыз жоқ қой бұл өмірдің мәні де. Жігіттерге сенім жоқ па білмеймін, бос сөзбенен арбағанға көнбеймін. Әдемі сөз гүл бергенін қайтейін, шын сезімді көздерінен көрмеймін. Тамаша. Яптырттың ғой. Жоғандай... Негізі 18 жаста бәрі өлең шығаратын шығар енді. Махаббат туралы өлең. Еще махаббат туралы ма? Махаббат туралы. Қазіргі қыздардың негізі айтатын ойын Мери өлең шумақтарымен жеткізген сияқты. Жігіттерге сенім жоқ дейсің. Соған қарағанда десе. Әлі ерте дейсің, үлгерем дейсің, бәріне үлгересің, е? Махаббат туралы тіпті, әрине әлі 18-ем. Жігіт туралы сөйлеспей қойып, 18-де ғой, кішкентай. Соны айтамын, соны. Бәріне үлгересің, асықпа. Айтпақшы, мына жақта Меридің оқырмандары біз сұрақ қоямыз, соған жауап берсінші деп өтініш жасап жатыр. Соларды бір-екеуін қоя кетейін. Қайырлы таң, Жанел Тағай дейді, отбасы туралы айта кетсе дейді. Тез ең күшті сұрақтардың бір 5-6-ын қойын, отбасы туралы айта кетсе. Отбасында 5 адамбыз, 5 бауырым бар, үлкен әпкем, ағам, әпкем, сестренкам, тағы не айтайын, барлығымыз творческий адамдармыз, былайша айтқан кезде, почти барлығы блогер, ағам енді қатысы жоқ, бірақ ағам әнші. Былайша айтқан кезде, творческий жақта жүрген отбасы. Үлкен кісі, әкем, анам тоже пенсияға шықты. Мына жақта жігіттерге қатысты бір сұрақтар бар екен, қойын ба, қоймай қойын ба? Мақыл жарайды, ары қарай кеттік. Мына жақта барлық енді Мери, біз сені жақсы көреміз, осылай құлпырып жүре бер дейді. Саған негізі барлығы ғашық қой мынаның, не дейді? Дауысы өте керемет дейді. Тағы да өлең шумақтарын оқып берсінші дейді. Бірінші өлең шумағыңыз ғой, өлең... Негізі, былай салған, бірақ та үйде күнделікте небір өлеңдер бар шығар енді. Шабыт келсе енді. Әрі қарай кеттік. Енді жалпы бүгінгі тақырыпқа да көшейік, Айнұр. Жалпы бүгінгі тақырып лирикалық әндер. Негізі енді жаңа айтып жатсың ғой, мен әншілікті енді қолға алып жатырмын деп. Өзіңе қай бағыттағы әндер ұнайды? Қай бағыттағы әндерді ұнатқан? Мысалға, Айнұрға қандай бағын не дедің? Рок дедің ба? Джаз. Джаз стиліндегі әндер ұнайды. Саған? Лирика, махаббат па, махаббатқа. Күлкісінің өзі лирика ғой, шіркін. Жалпы оқып жатқан мамандығың қандай? Болашақта кім боласың? Мен Казгаса университетінің 2-ші курсына өттім, дизайнер одежды. Мүмкін емес, сол ойда. Сүйікті ісің бе сол? Өзім қалап түскен мамандығым. Болашақта бренд ашу ойымда бар, әрине. Енді 1,3 қазірдің өзі 1,3 миллион болса, бренд ашпау күнә енді. Бұл да возможность болып тұр енді, аудитория деген үлкен банда былай шыққан кезде, шынымен люблю вас. Шынымен сондай ғой. Сондықтан да осындай аудиториям болып тұрған кезде ештеңеден қорықпаймын. Тек қана алдыға. Сізге әрдайым көмек беруге дайын ғой оқырмандарыңыз. Ал енді блогерлер тек Инстаграм емес, сонымен қатар Ютубта да жүргізеді, каналы бар. Ютубта бар. Каналыңыз бар ма? Ютубта бар. 65 мың ба оқырман бар. Бірақ та онша көп салмаймын ол жаққа, өйткені Ютуб кішкене
қиындау да енді Инстаграм қарағанда. Бірақ та салып тұруға тырысамын. Видеоны жүктеу үлкен уақыт алады, иә, оны түсіру, оны монтаждау, оны салу кішкене қиындау. Инстаграм сияқты бүйтіп сала салмайсың да. Мери енді мысалға 1 миллионнан астам оқырмандарды әрдайым бір жаңалықтармен таңғалдырып отыру керек, соған енді өздерің соған дайындалып жүресіңдер ме, әлде? Менде вообще ондай болмайды. Ну, біз енді мен өмірімді салған бүгін андай істеуім керек. Мен бүгін ертең оқырмандарыма андай нәрсе көрсетемін. Өйткені олар жоғалтылмауым керек деген ой болады. Әрине, ойлайсың күнде, ұйықтайтын кезде ойлайсың, ертең қалай историяны бастаймын деген секілді ше. Кәдімгі жұмыс қой бұл да, иә? Негізі жұмыс, иә. Жаңағыдай мобилография, визуал деген курстардың барлығын оқып шықтыңыз ба? Оны мен просто үйреніп алдым. Уақытпен қол үйреніп қалды, все. Өйткені сен күнде жасайтын монтажың болғандықтан уже үйреніп қаласың. Ондай ештеңе оқымады. Ал егер де видео түсіру керек болса, мен арнайы мамандарды жалдаймын. Фото болсын, видео болсын, контент жақсы болу үшін. Жақсы екен. Тағы да қандай өнеріңіз бар? Енді сүйікті әндер, лирикалық әндер, қандай орындаушылар, қандай сүйікті әндерің бар? Мүмкін бірге шырқап көрейік. Маған негізі андай қазақша өлеңдер ұнайды көбінесе. Қандай орындаушылар? Музарт. Музарт, иә, Мейрамбек Беспаев ағамыздың өлеңдері прям күшті ғой енді. Қазір онша өлең шығармайды. Енді қонаққа демен келдіңіз ғой, әнмен келдіңіз, иә? Болды, онда әнге де уақыт қалдырайық. Аудиторияңызға Таңғы хабар бағдарламасының көрермендеріне арнап тілек жолдасаңыз болады. Қайқа қарайын деп бірге ма? Барлықтарыңызға қайырлы таң, күндеріңіз сәтті, берекелі өтсін. Менімен бірге, мен оқырмандарым болса енді, менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Барлықтарыңызға бақыт тілеймін де айта алмайғансың ғой. Все, жақсы көремін. Үлкен рахмет. Мери алтын уақытын көріп келгеніңе рахмет. Сіздерге рахмет. Енді Меридің ән сұрайық, бола ма? Иә. Құрметті көрермендер, бізбен бірге болғандарыңызға үлкен рахмет. Әр дүйсенбі жұма аралығында Таңғы хабар бағдарламасын өткізіп алмаңыздар, құрметті көрермендер. Әрдайым сіздерге керемет көңіл күй сыйлаудан Таңғы хабар ешқашан жалықпайды, шаршамайды. Ал, Мери, ән айтайық, жүріңіз. Қандай ән екен? Мери қалай ән айтады екен? Соны мен де тыңдағым келіп тұр негізі. Мына жаққа қосып қояйын. Микрофон. Өзім берер едім ғой асқат сонша. Жоқ, енді ертең әкеп тұрмейсіңдер ме? Ана жақтан әкеп тұрсам, жағаласып, кеп микрофонды алып, қойшы осындайың да.